Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Біздің каналға қош келдіңіздер. Мұсылман үні каналы. Бүгін бізде өте өзекті тақырыптардың бірі ол психосоматика. Осыдан біз қателеспесем бір жылдан асып кетті. Бір жылдан аса уақытта біз психосоматиканың бірінші бөлімін шығарған болатынбыз. Ол исламдағы қай жерде исламда дұрыс емес екенін ұстазбен бірге талқылаған болатынбыз, бірақ ол подкастта бізде көп нәрселер толықтай айтылмаған болатын. Және де сол подкаст шыққаннан кейін бізде сол психосоматика темасын қазір айтып жүрген адамдар бізге қарсы тағы бір подкаст ответка дейді ғой, сондай шығарған болатын. Сол бойынша одан кейін тағы да Нұржан ұстазбен ол кісілер сол психосоматиканың директоры жабық диспут жасаған болатын. Сол туралы тоже қазір кішігірім бөлісіп өтсеңіз, қалай болды өткені. Барлығы естіп алған әртүрлі жақтан әртүрлі сендерде жабық диспут болыпты ғой, қалай болды, сіздер ұтылып қалдыңыздар ма, олар ұтты ма, неге үндемей қалдыңыздар, неге екінші бөлім шықпай қойды деген сияқты мәселелер көп айтылып жатыр. Және де одан бөлек психологияның исламдағы дұрыс жерлерін тоже айтып өтуге тырысатын боламыз. Сол ассалаумағалейкум ұстаз, қалайсыз? Алейкум салам, Адырхан, жақсы. Өзің қалай? Жақсы. Саулығың жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Бірінші сұрақ сізге, ең басты сұрақ. Бірінші бөлім шыққаннан кейін неге екінші бөлім шыққан жоқ ұзақ уақыт бойы, және де жабық диспутта не болды, сол туралы айтсаңыз. Так, біз біріншісін шығардық, иә? Біріншісін шығарғаннан кейін что-то өзіміз жүрдік, пока анау елге сіңіп алсын дедік, бүйттік. Соң не болды? Мен негізі өзімнің тағы да бір докторлық диссертациям болды. Сонымен занят болдым негізі. Сонымен занят болып, сонымен нетіп жаттым. И сонымен сол диссертациямен кетіп қалдым десем де болады, диссертациямен. Жұмыс бабымен. Жұмыс бабымен. Бірақ сол арада негізі сол занят болғаннан кейін, сонымен айналып жүргеннен кейін екінші подкаст түсіре алмай қалдық, үйттік, бүйттік, былай. Былайша айтқанда, сен тағы маған жаздың, мен занят болдым ғой негізі. Диссертациямен. Бірақ сол арада біз кімдермен жаңа? Төребектермен, Төребек, Дәуренбек, соны тағы үшінші Төребек, тағы бір кісі келді, қасына танымады. Үш кісі келді? Үш кісі болма, 4 кісі жүрді. Шақырған жігіт болды. Сонан кейін тағы да шақырған жігіт. Одан кейін тағы да кім болды? Қасына бір жігіт отырды. И жаңағы Дәуренбек деген жігіт па? Сол. И Төребек. Сол арада сонымен кездестік. Бір чайханалардың бірісін болды, чай ішетін жер ма? Кездесіп, негізге шыққан инициатива білдіріп, төлі кездесейік деп олар. Деп келісім бердік. Соны аяқ астынан негізі таңертеңгісін. Жабық диспутта не болды, қандай нәрселер талқыланды? Психосоматика исламда дұрыс деп ақтап шықты ма, или қалай болды? Енді ол жерде бір аяқ астынан болды да, сонымен шығып кетіп бара жатқам, как раз мен қасымда бір екі жігіт болды, екі өзім шәкіртім, ұстаздар қазір. Кезіндегі өзімнің екі қасымда жүретін адам болды да, сол үшеуміз шығып кеттік. Барсақ, сонда барысында бір VIP алып қойыпты. VIP-дің ішіне кіріп амандасып. Кім жоқ екен? Төребек келмепті әлі. Қарсақ кім отыр екен? Жаңа Дәуренбек деген отыр екен, жаңа шақырған жігіт отыр. И қасында бір жігіт жүр, танымадым мен. Сол кішкене агрессивті болды негізі. Мен байқадым, өткен сізге айттым ғой, сағат тағып алыңыз, ертең аудио жазып алыңыз, ертең. Ол кісілер содан кейін неше түрлі ақпарат таратты ғой негізі. Негізі ол ақпарат дұрыс емес екенін дәлелдеп беруге болады да былай негізі. Өткен аудио бар ғой барлығы. Соны айтпағым, енді не болды? Кірдік, сол ана кісі отыр екен. Сонымен сол кісі өзін немін деп таныстырды. Психосоматиканың президентімін Қазақстан бойынша. И ол кісі айта бастады. Осында психосоматика, осында, біраз жылдан осында неге келіп қалды. Түсіндіре бастады тарихын. Мен тыңдап отырдық та, мен тұрдым, айттым, Төребек қайда дедім, Төребек жоқ қой что-то дедім. Болса сөйлесіз, кімсіз дедім, ол кісіге, сіз кімсіз дедім. Содан кейін ол кісі осылай сіздер менің атымды қозғапсыздар деді. Мен оны білмейді екенмін де, танымаймын ол кісіні мен. Сол жерде қозғаптық қой біз.
сен Иә, иә. Төребектің қасында біреудің аттарын айтқан кезде соның ішінде бар екен ол кісі. Иә, сол психосоматиканың темасын ашып жүрген Иә, адамдардың бәрін айтты. ол кісі бар екен. Сол қасындағысы да бар екен. Ана жолдасы да бар екен негізі. Енді негізгі неге кеткен біздің сұрағып жауабымыз Төребекке қатысты болды ғой. Енді Төребек сол кезде известный. Мен ол кісіні танымаймын да. Жалпы психосоматикаға қарсы. Иә, бірақ содан кейін сол жерде отырып ол кісі осылай айтып жатты. Содан кейін неге айтасыз дегендей қылдырды ол. Мен атымды, менің жолдасымды. Содан кейін мен тұрдым да, жалпы сіз Төребекпен біргесіз ба позицияңыз, әлде оған мұнда емес па дедім. Егер сіз Төребекпен бірдей болсаңыз позицияңыз, онда менің әңгімем сізге де айтылған онда дедім. Сол жерде айттым. Былай айттым, әйеліңізді атын қозғаған үшін кешірім сұраймын. Енді семья ғой, енді как-никак. Жолдасы деген сияқты. Олар не деп таратқан деді? Типа менен кеп кешірім сұрады. Жалпы психосоматика дұрыс деген өте жансақ, олар өтірік айтқан секілді сол жерде. Өйткені мен просто анау оған естіп айттым, сен Төребек болсаң, онда менің әңгімем саған тура солай дедім. Енді нақтылық Төребек мырзамен қандай тақырып болды? Сонымен бұл отырғаннан кейін, біраз уақыттан кейін кім келді? Төребек келді. Келіп, сонымен келді да, мен намаз оқыған жоқпын деді, намаз оқысам деді. Я оқымыз, ол кезде біз уже жарты сағат отырдық. Сонан кейін отырғаннан кейін шығып намаз оқып келді, намаз оқып кеткен келіп отырды. Отырғаннан кейін мен әңгімені созбай бірден бастадық. Мен бастай салдым. Әңгіме сразу айтылды. Қаяқтан сен қазір мен айттым, Төке дедім. Сіз көп нәрсе қазір қойып жүрсіз қазір. Адамдарға көп үкім беріш, исламның артынан жайып. Қаяқтан алып жатырсыз дедім. Ол ойдың бәрін қаяқтан алып жатырсыз? Шари біліміңіз бар ма дедім. Прям үй сұрадым. Қаяқтан алып жатырсыз? Қайдан алдың, Макс? Иә. Қайдан алдың дедім ғой. Қайдан алдың? Төке, қайдан алып жатырсың сен деген кезде, оны маған Алла жібереді деді. Енді типа сөйтіп айтты, маған өзі келеді ол ой деді. Сонымен тұрдым да, қалай ол өз ой келеді, ол ой дұрыс па, дұрыс емес па деген кезде, оны мен білмеймін, дұрыс емес екен. Ана сол кезде сол жерде сөйлесіп жатқанда деді. Сонымен тұрып айттым, қалай ол дұрыс емес екен білмейсің. Сен енді оны біреуге жеткізіп жатсың ғой қазір. Сен оның дұрыс екенін айтпайсың ба деген кезде, ол өзі естіп жатқан адам өзі ғой, ол өзі шешеді ғой дейді. Сонымен қалай шешеді? Сен өзіңнің басындағы информацияның дұрыс емес екеніңді білместен, біреуге оны айтудың қандай хақың бар, қандай имеешь право деп мен сол кезде айттым да. Сен сол жерде кінәлісің ғой сен десем, менің кінәм қай жерде дейді. Мен оны міндеттеп жатырмын ба оға дейді, ол информацияны дейді. Міндеттеп жатқан жоқпын дейді. Ол өзі дейді. То есть мен не причастен, ол өзі дейді да. Мен айтамын, сен қазір қанша семья адасып жатыр, қанша семья ажырасып кетіп жатыр, мысалы мәселеден, ана баладан, екеуінің арасында конфликтадан деп. Я оның бәлкім бір жақсы жағы бір-екі семья болмаса, бір 10 шақты семья татуланып кетті, жақсы болып кетті дегенмен өзі, бірақ бұл ақиқат емес қой деймін да. Сен қазір шариғатты, сен не шариғатты білмей тұрсың, сен ненің қалай болады екенін білмей тұрсың. Бұл қалай ол десем, бұл мен жауапты емеспін ғой дейді. Мен айтам болды дейді. Ол кісілер мен аудионы бір рет тыңдап шыққанда дисклеймермен ақталған еді вроде ше. Подкаст оларда болады ғой. Сол кезде подкасттың басына дисклеймер қояды ғой. Иә. Мы за свою информацию, которая мына жерде болған, мы ответственность не ведем деген жазамыз ғой дейді. Мен айтамын, сен бұл бірақ видеоңда шығар деймін да. Сен қанша видео таралып жүр ғой, сен қанша адамға не беріп жүрсің, оқылай деген кезде, ол мен жауапты емеспін. Мен сол кезде түсіндім да. Мен айтамын, Төке деймін, сен сол кезде қалай жанашу деген, қалай ақша ма бұл мәселе, неде болып тұр ақша? Сен, я не виноват, он сам принимает информацию, с несу. Ол қалай ол мен жауаптымын ба, айтшы, мен жауап, ол барып біреуді өлтіріп қойса, мен мысал келтіріп жатырмын, ол қазір сенің информацияң біреу барып өлтіріп қойса, сен не причастнесің ба десем, енді мен барып оны міндеттеген жоқпын өлтіруге. Ол барып өзі өлтіріп қойса, мен айттым сол кезде, сен жаңа айла хукм деген мәселелердің бәрін түсінбей тұрсың деп. Сол кезде мен тұрып айтқам. Сен шариғат жағын вообще түсінбей тұрсың. Сен мүлдем қақпай тұрсың қазір. Сен ақидаң да жоқ болып тұр. Сен қалай үкім бересің? Ислам атынан неге сөйлейсің сен дедім. Дәл осы сұраққа қатысты ол кісілер сол өздерінің подкастын шығарды ғой. Бізден кейін екінші подкаст шықты. Олардың психосоматика исламда деген.
сол жерде ол кісілер көбінесе былай ақталды деп айтсам дұрыс болатын шығар, біз исламның атынан сөйлеп жатқан жоқпыз деп ше. ол сөйтіп примерно ол да соған алып келді. Иә. Мен айтамын, сен исламның атын қолданып тұрсың ғой, бәрібір де исламның несі бар, типа сөздері бар, атрибутикалық сөздері бар, сен қазір айтып жатсың, Хадис, Құранды қолданып. хадисті қолданасың, үйтесің бүйтесің, бәрі сен бәрібір ол адам қазір сен ислам тұрғыдан сөйлеп жатыр деп ойлап тұр ғой, сен қалай хақың бар деп неткен кезде мен оны тығырыққа тіредім негізі. Сөйтіп тығырыққа тіреп келген кезде ол ашуланды бір кезде. Төке, сен ашуланбайтын едің ғой, бұл қалай ашуланып жатсың дедім. Сонымен сөйтіп нет кетті да, сондай моменттер болды. Сонымен соңында тұрып, мен исламмен бермеймін, мен нетпеймін, сөйтпеймін деді. Мен исламға қатысым жоқ деді, сондай әңгімелер айтты. Мен тұрдым да, исламға қатысың жоқ болатын болса, басын айтпайсыз ба? Сөйтіп исламға қатысым жоқ, мен сізбен сөйлеспейтін едім ғой. Дедім да, сөйтіп, жарайды онда деп тұрып кетіп қалдық. Примерно енді плюс-минус сол әңгімелер болды. Осы әңгімелер болды. Тиін енді мен өзім сол жақтағы ұққан нәрсем, негізі мен оның басынан айтып жүріп қой, маман болмаса сөйлеудің қажеті жоқ исламның атына ше. Тем более қазір ол төребекке де қатысты мәселе емес ол негізі. Жалпы мен любой психосоматика, жалпы психологтар шығып жатыр қазір, иә. Қазір отбасы психологтар деген шығып жатыр, иә. Бір оқиғаны айтып береді да, ол осылай оқым бер, мен ол екеуіне өйстіп совет бердім деп. Сен қазір фихты, екі отбасының арасындағы фихты білмейтін болатын болсаң, не болмаса бір ақидалық шариатты мәселені білмейтін болсаң, сен исламның атынан қалай сен сөйлейсің сен? Сен отбасы психологмын деме, то есть ислам психологмын деме, мұсылман психолог. Сен өзінше бөлекпін де. Егер сен қазір қандай да бір атрибутиканы қосатын болсаң, исламский, бәрі сен ойлайды, сен ислам айтып жатыр екен деп ойлайды. Бұл ислам сол екен деп ойлайды да. А бұл жала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Бұл хадис жалғыз хадис, который мутаватир дәрежесінде. Мутаватир дейміз қат'i, сенімді ілім беретін, который бұл хадистің басқа өтірік мағына болу ықтималдылығы жоқ дейтін ханафи мазхабының единственный хадисі признавать ететін мутаватир деп. Енді кейбір ихтилафтарға байланысты, но хадистен мутаватир болмайды ау. Көп санаттағы риуаятпен, жолмен келетін хадистің ханафи мазхабы бойынша болмайды да, бір түсініп тұрсың ба, сен түсініп тұрған жоқсың ба? Бірақ бір хадисті бәлкім иә деп айтуымыз мүмкін. Бұны имам Джурджани Джибажинибейде келеді. Айтады, «Мән зәда ау нақаса мимма құлна фәлиятабау мәкәнаху минан нар» деген хадис дейді. Кім біздің айтқанымыздан артық қылып, кем қылып айтатын болатын болса, өзінің мекенін тозақтан дайындай берсін деген хадис дейді. Бұл хадис қат'a илім береді дейді, почти андай күмәнданбайсың бұл хадисті пайғамбардың айтқанына дейді. Енді сен ойла, мен қазір бауырларымызға айтып не жатыр да, ол жерде исламда үлкен мәселелер ғой. Сен қазір кейбір адамдар ойлайды, діннен ауысып жүргендер, ислам деген ораза ұстап, намаз оқу болды әңгімесі. Ол жерде қанша, сен білесің қанша шәкірттер қолымызда жатыр, қанша оқып жатыр, сол түбіне жете алмай келе жатыр ғой. Әлі келе жатыр. Ақидада сен білсең қанша мәселе бар екен. Оның бір араб мәселесінің, араб тіліндегі түскен бір сөзінің сен қанша мағына береді екен түсінсең да ол. Бола тұра, сен біз какой-то қазақ тілін түсінбейсің ғой. Мысалы мен істеп айтсам ше, подкастты бастадық, Дархан ұстаз көк диванның үстіне жатқанда дедік. Не түсіндің мен сөзімнен? Подкастты бастадық, Дархан ұстаз көк диванның үстіне жатқанда деген. Не түсіндің? Айтшы. Подкасттың басталғанын, иә. Бірақ сонымен қоса сені біреу сұрайтын болса, Айдеке, бағана Дархан қандай диван үстіне жатты десе, сен не деп жауап бересің? Көк диван үстіне. Бірақ оны қайдан алдың? Оның негізі мен саған Дарханның көк диван үстіне жатқанға арналған сөзімде айтылған жоқ қой ол. Ол сөз негізі неге айтылған бұл сөз? Бұл сөз қашан бастадық подкасттың ішіне айтылған да. Көп та ол мәселе. Ол қайда әлі. Мысалы мен айтсам, университеттен сұрақ білейін барып дейсің. Университет сұралынатын зат па? Университет сұралынатын зат емес қой. Ұстаздан сұрайсың. Жоқ, оның ішіндегі адамдардан сұрайсың меңзеледі. Бұл иқтидо насихат, сенің ақылың белгілі түрде ауылдан сұрайық дейді. Ауыл сұралынбайды, бірақ сенің ақылың белгілі түрде оны көбейтеді. Ана ішіне қосады да адамдарды. Балаларды алып кел десең, балалар дедің, иә? Оның ішінде бүкіл балалар ма,
әлде жарты балла ма, он проблема. То есть сөз деген көп дүние ғой ол. Енді сен тұрып айтасың, қазақ тілінің өзін түсіну қиын да. Мысалы, қазақ тілінің сөзі болады, және оған түркке байланысты мағынасы болады да. Мысалы, сөз бір мағынамен арнайланатын болса, яғни мына сөз тек қана мынаған қатысты дейтін болатын болсаң, мына сөз мынаға қатысты, мына сөз мына мағынаға қатысты дейтін болсаң, мыналардың бәрі муродиф деп аталады, амоним деп аталады. Ал егер мағынаның бір сөзге арнайлану тұрғысынан қарайтын болатын болсаң, бұл муштарак деп аталады. Бұл амоним дегеніміз амоним, ал мынау синоним деп аталады. А мынау амоним деп аталады. То есть мағынаның бір сөзге қатысты жағын қарастыратын болсаң, бұл синоним деп аталады. Сондықтан мен айтпағым, бұл қанша нәрсе дүние бар да. Яғни мен саған айтайын, түс деген сөз бар. Түс деген сөз бар, Енді түс деген сөздің қанша мағынасы бар? Ұйықтағанда көретін. Енді ұйықтағанда көретін мағына ғой. Сол қандай сөзбен шығады? Түс деген сөзбен шығады, Бұл мағынаның сөзге қатысты зерттеуі да. Енді сонымен қоса тағы да аспаннан түс деген бар, Аспаннан түс деген мағынаны сен қандай сөзбен айтасың? Түспен айтасың ғой. Бұл мағына тоже түс сөзбен негізделеді. Тағы да бар. Мынау цвет дегенді. Қалай цвет деген мағынаны тек қана қандай сөзбен айтасың сен? Түс деген сөзбен, басқа сөзбен айта аласың ба? Жоқ. Бұл мағынаның сөзбен арнайлануы да. Бұл егер қарасаң, бәрі түста, бұл муштарак деп аталады. Муштарак деген амоним. Бір сөзде барлық жиналғанда. Синоним деп болады да. Әр түрлі сөз, бірақ бір мағынаны береді. Бұл сөздің мағынаға қарай арнайлану да. Енді қанша дүние бар да енді. Мектепте синоним, антоним деген ол бар. Антоним, амоним деген бар. Амоним деген бар, Бұл барлық, мысалы, тура сол уақытта шариғи тілде де сол бар да. Құранды сен зерттеген кезде усул фиқ ілімінде сол нәрсе бар. Усул фиқ ілімінде әрбір жұрнақ бар ғой, әрбір жалғау сол зерттеу талап етеді Құранда. Енді сен кеп айтасың, исламда былай, исламда былай деп. Мазхаб деген нәрсе не үшін шыққан? Мазхаб деген нәрсе шыққан, чтобы исламда білімі жоқ адамдардың өзімен өзі үкім бермес үшін. Сен қазіргі уақытта салафиттердің проблемасы неде? Тұрып хадиспен мен өзім жүре аламын, Құранмен өзім жүре аламын деп. Тура сол қазір салафиттердің жасап жатыр ол қазір анау психосоматиктер нелер. Өздері ойына келген істеп жатыр ғой, исламды өздері қалай дұрыс деп табады. Бұл соны көріп алу ғой дегенмен ақпарат па? Бұл жерде көптеген стандарттар бар ғой, которые сен шыға алмайтын. Ақидалық вопростар бар. Ал ғалымдарымыз кәдімгідей догматтарды қойып кеткен. Мынадан шығуға болмайды, мынадан шығуға болмайды. Сен біреусін білмейсің ғой. Қалай сен айтасың? Сен құртпасаң исламды, сен түземейсің. Сондықтан да мен сол кеңес бередім да олардың бәріне. Не консультация алу керек? Не оқу керек жаңа психологтар? Не нетпеу керек? Мен енді оның бір подкасттардың басқа біреусіне айтқам негізі. Бірақ тағы да айтып жатырмын да, бір отбасы психолог естіп мүмкін беріп жатыр да. Бір әйел кісі бұрынғы күйеуімен нормально дейді, бәрі жақсы дейді да. Бірақ қазіргі күйеуін жақсы көрмей, бұрынғы мектеп кезде жүрген жігітін ойлай береді екен дейді да. Сөйтіп ана психолог айтып отыр да, мен тұрдым да шақырдым да, бұл ненің себебінен деп айтты дейді. Өйткені ана күйеуі дейді, бұрынғы болған ана жігіттің дәрежесіне жете алмай жүр ғой дейді да. Сол күйеуін кінәлап тұр да, мен айтамын, бұл вообще шариғатқа қайшы. Бұл жерде әйелі дұрыс емес. Бұл әйелге сын айтылу керек. Проблема әйелде. Сен неге оны күйеуге апарып тірейсің сен? О, при чем тут это? Сен қазір бұл әрбір нәрсенің өзінің үкімін бермеу деп аталады. Біреу қылмыс жасаса, сен тұрып, жоқ, мынау кінәлі деген сияқты. Мен тең да бұл. Өзі сол жерде болып қалды деп па? Сондықтан да бұл болмайды да. Мен соны айтып жатқаным. Сенім, мысалы психологтар тағдыр мәселесіне міндет мәжбүрлі түрде кіру керек та. Сені қазір миыңды түзеу үшін саған ақидалық вопростарды сен дұрыстап сіңгізу керек та. Ол білмейді ол ақиданы. Тағдыр не екенін білмейді, ризық не екенін, басына келген мұсибаттар, ол қиындық жағдайлар ғой негізі күйзеліске түсіріп алып келетін. Ол қалай болып жатқанын білмейді, ол кімнен екен болып жатқан, ол өзінен ба, ода таңдау бар ма, жоқ па, қандай мәселеде таңдау бар, қандай мәселеде таңдау жоқ деген сияқты. Қайда ол? Вот сол вопростар, ол қазір исламның атынан үкім беріп жатыр. Адамдар оны, ол айтуы мүмкін, өткен бағана Төребек сияқты, мен исламның атынан беріп жатқан жоқпын, мен просто өзім позициялық осы үкімді айтамын. Ол қара халық оны біліп тұрма сен исламның атынан емес беріп жатқаныңды? Ол ойлап тұр, сен кімсің деп ойлап тұр.
исламды оқып келген ғалым ретінде бер. Еще сенің сөйлеуің де сондай да, ол жерде тұрып исламда былай хадисті алып келген кезде адам күмәнданбай қалады. Хадис, Құран аяттарын алып келеді, соның мағынасын уже өзінің ойынша тәпсірлеп деген секілді Иә, мағына иә. беріп. Иә. Сондықтан көп нәрсе бар. Ол мысалы айтылу сөздің кезінде мысалы кейбір хадистерді оқысаң тура және ауыспалы мағына деген бар. Мен мысалы үшеу кеп десем, үшеу кеп десем, сен не түсесің? 3 адам келген. Иә, бірақ мен деуім мүмкін ба? Адам келді, оның аты үшеу. Бола ма? Иә, Сен білмейсің ғой ол көп нәрсені. Сен қайда да ол мәселе. Ол көп ол жерде меңделе зерттелінеді. Менде мынандай сұрақ болып тұр да, мысалы қазіргі заманда психология, психосоматика ілімі неге қатты тез таралып кетті? Себебі олар конкретно қазіргі уақытта қоғамның проблемасы болып жатқан нәрсеге нақты жауаптар береді. Сол себептен адамдарға құлағына тыңдауға, решениені резко алуға былайша айтқанда мүмкіндік болып тұр да үлкен. Сол нәрсені бізде исламда мысалға айтады, мысалы жамандық жасама, жақсылық жаса деген сияқты ше. Мысалға боғауыз сөйлеуге болмайды, біреуді ғайбаттауға болмайды деген сияқты, зина жасауға болмайды деген общий нәрселерді айтады да. Но конкретно бір нәрсе келгенде, менің балам ауырып жатыр или менің балам боғауыз сөйлейді, мен не істесем болады деген сұраққа исламда қалай ол нақты жауап бере алмағандықтан психологтар келіп нақты жауап беріп жатыр ғой бағанағындай. Онда сен надан деген сияқты. И адамдарға өтіп кетіп жатыр да, дұрыс па дұрыс емес па проблема не жоқ, ойланбайды. Главный решение табылып жатыр деген сияқты ше. И мүмкін осы нәрсені бізге сол ұстаздармен контент жүргізу керек па деп ойлаймын. Бәлкім. Бұл жерде енді тоже көп нәрсе мынаған негізделеді ғой. Исламда жауаптар бар ғой негізі барлығын. Исламда жауаптар бар, бірақ бір шетінен исламда оны бір сомнениемен айтылу ғалымдардың тарапынан ше, бұл негізі тоже ақидалық вопрос. Айдархан, сен мысалы маған біреу келіп айтса, мен ішінде жыным бар ма десе, біреу тұрып саған сен ішінде жыным бар 100% сөз, оны айтты адамға. Бірақ сен оны тұрып айтатын болсаң, бар ма жоқ па мен точно білмейтін, бірақ бар сияқты десең, ол уже как будто білмейтін сияқты болып есептелінеді да. Бірақ негізгі вариант білесің бе, қайсысы дұрыс? Сол екінші вариант дұрыс. Конечно, ол нені айтады? Ақиқатты кім біледі, Айдархан? Алла біледі. Болды, сен не сөздесің? Аласың ба точно білетін? Білмейсің ғой сен точно. Егер біреу көп айтатын болса, ой, мына Нұржан Саздан айтып жатқан дұрыс емес, кейбір нәрселерді точно білесің ғой. Мысалы, сотка алдында тұрса, сен айтасың, сотка алдында тұр дейсің. Ол соткада, бұл материалды нәрсе. Бірақ сен жын мәселесіне сөйлеп тұрсың. Жаңағы психосоматика бәрі мистицизм ғой, мистика ғой бәрі. Бәрі мистика. Нақты ешқандай сен қалай, сен мысалы кішкентай баланың жөтелі ауырып жатса, сен не дейсің? Мен мысалы айтамын, кішкентай баланың жөтелі ауырып жатса, саған айтамын, бұл Алладан деймін болды. Точно анық несін білемін, мен Алладан екен. Бірақ тұрып айтса, Алланы ауру әдел жіберіп жатыр ма деп, жоқ, әрбір жер бетіне орын алып жатса, ол тек Алланың қалауымен деймін. Ол жерде Алланың қалауы деген түсіну керек. Алла оны жақсы көріп істеді деген сөз емес. То есть сен бір жаман істі қалайсың ба, ниет қыласың ба? Егер Алла Тағала мүмкіндік берсе саған жасауға, демек ол Алла соның жасалуын қалаған да. Ертең сен жазаланасың. Бірақ бұл Алла саған міндетті деген сөз емес. Бұл сен өзің жасап жатсың да оны. Тура сол идея тұрады да бұл жерде. Сен кішкентай бала ауырып жатса, мүмкін инфекция шығар. Білмейсің ғой. Иә, барып, сондықтан да врачтар деген бар да. Неге? Сен барасында тексерілесің, білмейсің да сен. Тексерілесің, өтеді. Бәрін білетін болсақ, зачем бізге врач деген? Больница деген не істейміз ашып? Төребектер сияқты отырады да, мен шеше бермеймін болды. Анау көрдіңіз ба, қазіргі инстаграмда хит болып жатыр ғой, бір бала кішкентай кезінде қамшымен ұрып емдейтін бала ше. Иә. Көрдіңіз ба? Сол барлығы соны ұрады, аурудан емделіп шығады деп. И сол бала қазір өскен, и өзінің бағана историясын айтып жатыр ғой, біз ешқандай да емдемейтінбіз, олардың қандай ақша алсақ деп андай бағанандай ойлайтынбыз деп. Біз біліп тұратынбыз, то что олар дәрігерге бару керек екен, бірақ сонда да бара беретінбіз, адамдар самовнушение жасап сол нәрсеге сенетін. Соны мен айтпағым, Айдархан, бұл сен айтып отырсың ғой жаңа, мүмкін бәлкім олардың көп аудитория алып кетіп жатқан уверенный ответтері конкретно осыған. Енді уверенный ответ бере алмасақ, басқа жол жоқ бізде. Сен қалай бересің уверенный ответ? Уверенный ответ жоқ. Уверенный ответ мен айтамын бар. Я мен ақидада уверенный ответ болады ғой, мен айтамын мысалы, ол Алладан. Тағы инфекция бар, содан қарау керек. Инфекция бар. Точно ненің себебінен екенін мен білмеймін, айтамын, врачқа барып қаралу керек деймін. Ол ответ оны не устраивать етпейді. Потому что мен айтқан жоқпын. Өйткені сен әке шешесінің конфликтісінен туындап отыр деген әңгімені айта жатқан жоқпын да. Мен оны айта алмаймын, оны білмеймін да мен. А сен тұрып айтатын болсаң, бұл ислам емес. Мына жерде мынандай нәрсеге келетін сияқты да, мысалға бір адамда артық салмақ бар,
ол артық салмақты ол адам тастау үшін немесе одан емделу үшін ол күнделікті таңертең тұру керек, спортпен шұғылдану керек, дұрыс тамақтану керек, Иә, дұрыс ұйықтау иә, керек деп иә, айтады да. иә. Бір адам келеді да, мына таблетканы ішсең, короче, нормально болады Иә, да, иә. азасын деп. Иә. Сондай Бірақ бар енді ғой. мен Бірақ адамдар ананы біледі да, бірақ істемейді, өйткені ол определенный усилие. иә. Может содан шығар, может сондай бір іздейтін шығар. Жалпы адам өзі мистикаға жақын ғой. Әулие деген нәрсеге, иә. Жалпы адам өзі сондай фитратында бірдеңеге құлшылық қылғысы келіп тұрады, табынғысы келіп тұрады негізі. Адам құл деген сол мағынадан шығады да негізі. Просто мен айтайын, мына Мұса алейхисалам, Құранда қисса бар ғой, Мұса алейхисалам қауымын ана Фирғауыннан алып шығып біраз жыл жүреді бар күйеуі. Сол кезде бір жерге келген кезде Алладан әмір етіліп, Мұса алейхисалам Синай тауына көтеріліп кетеді. Енді 40 болмайды дейді. 40 күн ба, 40 апта ма, 40 ай ма, 40 күн болмайды дейді. Сол кезде Мұсаның қауымы уже Мұса болмағаннан кейін уже кішкене күтіп уже жайлап фитнес шыға бастаған, үйтіп болмағаннан кейін бұлар сиырдың басын алып алғанда іліп қойғанда соған құлшылық бастаған да. Бұл ғалымдар нені айтады дейді да. Ғалымдар айтады, бұл адамның ішінде бір нәрсеге табыну бар дейді. Анау хадисті білесің ба? Әрбір бала фитратында мұсылман болып туылады дегенді білесің ба? Негізгі әрбір адам туылған кезде бір нәрсеге Құдай бар, бір зат бар деген идеямен туылады негізі. Кейін сол уже бұзылады да. Негізі дұрыс болатын болса бұл ислам болады, дұрыс болмаса уже басқа нәрсе. Жалпы адам өзі туылған кезде біліп тұрады, ол негізі оны біреу жаратты. Сондай идея да. Сондай идеямен болады. Сол Мұса қауымы сөйтіп Құранда келеді. Лән набраха илайхимет алейхи акифина дейді. Біз құлшылық, Харун келіп айтады да сол кезде қауымға, ана Мұсаның бауыры ғой. Мұса келеді, не істеп жатсыңдар, қойыңдар десе, Мұса, біз құлшылық қылуды жалғастыра береміз, пока Мұса келмейінше. Харун, біз жалғастырамыз, пока Мұса келмейінше дейді. Сондай да адам өз мистиканы жақсы көреді. Солай, бұл былай деген сияқты. Құлшылық байқайсың ба? Біреу барып емделу, жаңағы тақтап бет-бету, дұға, зікір, дұғалап кетті деген әңгімелерді сондай сенген жақсы көреді да. Сонда адам фитратында бар ол сену. Соны бірақ айтпағым, бұл жерде енді таза исламмен келетін болсақ, ислам бұл ақыл, ислам бұл шариғат, ислам бұл ақылдарға келген негізі дін. Сондықтан да біз айтамыз, мысалы шариғат бойынша бір нәрсенің ақиқатын анықтау үшін бұл бекер қоймайды. Мутакаллим ақида ғалымдар айтады, шариғат әрбір бір нәрсенің ақиқатын анықтау үшін шақ жол дейді. Шақ жол бар дейді. Мен саған айтқан бұны. Не дедім білесің ба? Не ол? Жалпы ол ақпарат көп адамдардан жету керек. Мутаватир хадис маған айтып жатқаным сол. Мутаватир хадис деп жатырмын ғой. Мысалы, Лондон бар ма сен үшін? Бар, иә. Көрмедің, Көрмедім. Бірақ неге 100% сен бар деп тауып тұрсың? Өйткені миллиондаған адамдар көп хабар келіп тұр, сенің ақылың это невозможно деп тұр. Мысалы, моңғол мемлекет, ана Шыңғыс ханның болуы, неге 100% болып тұр? Шыңғыс ханның болуы 100% болып тұр, потому что көп ақпарат келген. Бұл бір жол. Екінші жол сезім мүшесі. Мысалы, сен үшін сотка ма? Мен үшін де сотка да. Сезім мүшелері бір ақиқатты береді да. Сен айта алмайсың, мынау мен үшін сотка болып тұрса, сен давай мынау мен үшін машина болсын деп айта алмайсың да сен уже. Тебе не позволит бұл сезім мүшең өйтіп отыр алдауға да. Белгілі бір ақиқатты береді да ол. И тағы да үшінші жол, шақ жол, бұл ақыл дейді. Ол ақыл дейді. Сен көп нәрсені ақылмен ойлап қарауың керексің да. Сен қарашы, біреу саған келіп айтып тұрса, сенің балаңдағыңның тамағының ауруы, потому что оның ішінде айтатын нәрсесі бар. Айтпағандықтан тамақ ауырып жатыр. Сен ақылға салшы. Болмайды. Жоқ, қаншалықты дұрыс ол. Қазақстандағы тамақ ауырып жатқан балаларының бәрі сол кезде ішіне айтылмаған себептен ба? Кейбіреулері кеп қалуы мүмкін. Одан кейін мына логика салсайшы. Тамағы ішінде айтылмаған әңгімелері бар да, бірақ тамақ ауырмағандар ше. Енді ол неге жұмыс істемей қалды? Сен ақыл деген сол үшін берілген да, сен дұрыстап қарау керексің. Бұл логикаға сәйкес емес қой, бұл таза ақылға сәйкес емес дүние деп. Сондықтан ақыл кейбір нәрселерде ақиқатты біледі дейді. Енді сен еще өзің айт, адам деген. Ол үшін шынайы болу керек қой, Енді қай тарапынан шынайы болу керек? Мысалы, өз-өзіңмен шынайы болу керек та, өз-өзіңді алдамай, ақылмен ше. Өзі анық, бірақ енді кейде адамдар ақылды қолдануын дұрыстап нетпей қалады.
мысалы біз қазір жайлап салафиттің темасына өтеміз ба негізі? Неге ол бөлек бір видеода келесі видеода ол Иә. бөлек тақырыпта. Мысалы біреулер бар өйстіп қоятын ше, Аллах өзі көтере алмайтын нәрсені жарата ала ма деп сұрақ қояды. Иә. Қоя ма? Қояды. Қояды. Егер сен жарата алады десең, онда көтере алмай қалайын деп тұр да. Егер жарата алмайды десең, онда әлсіз болып қалайын деп тұр да. Бұл ана атеистердің қоятыны. Қалай ойлайсың, олардың сұрақтары неге негізделген, Айдархан? Бір нені іздеуге ма, мін іздеуге ма? Жоқ, айтпағым, олардың логикасы құрылған сол нәрсеге, который жаратылғандарда ғана бар, біздің де бар да. То есть біздегі қалыптасқан түсінікпен ол сұрақты қойып жатыр да. Ол мен саған айта аламын. Сен мысалы бір нәрсені жаратып, оны көтере алмай қалсаң, сен әлсіз боласың да. Өйткені сен бір нәрсені жаратқан кезде көтере алмасаң, әлсіздік шығады. Сен жарата алмай қалсаң, тоже әлсіздік болады да. Енді мен ол әлсіздікті бірімізден қарап танып тұрмын ғой, адамдардан қарап, сюжеттен қарап, күнделікті көріп жүрген өмірден соны түсініп тұрмын ғой. Соны тұрамын да, жаратылмағанға келіп қойғым келеді да, сол именно сол себепті да. Бірақ ол жаратылғандарда істейтін жұмыс та ол. Ол жаратылмағанда ол заң болу шарт емес. Мысалы, мынандай нәрсе бар, ереже. Орын алуы мүмкін емес заттарға Алланың шамасы жетеді, жетпейді деп айтылмайды. Алла Тағала ондай жасамайды десең де, Алла әлсіз болып қалмайды деген ереже бар. Ол ереже мынандай: Завалул қудрати анил мустахилат ла ю'табару нақсан деп келеді. Ол мысалы қарашы, бір абсурд дүниені айтайыншы. Айдархан қазірде тірі, бір уақытта тірі де өлі де десек. Данный момент өлі де тірі де боласың дейді. Бұл мүмкін ба? Бұл логикалық түрде мүмкін емес нәрсе. Абсурд деп аталады. Кәдімгі бір бап бар, кәдімгі бір заттардың бір тобы бар, который бөлінеді. Абсурд деп аталады бұл. То есть бұл невозможно деп аталады. Ондай орын алмайды дейді. Енді тұрып, Алла Тағала осы невозможно нәрсені, невозможно ғой, өзінің аты невозможно. Ол жасалмайды. Ондай болу мүмкін емес та ол. Сен тұрып, енді Алла осыны жасамайды, потому что невозможно десең, Алла әлсіз болып қала ма? Бұл невозможный нәрселер Алла жасай алады, жасалмайды деп қарастырылмайды, потому что сама по себе ол орын алмайды нәрселер ол. Түсініп тұрсың ба? Түсінбедің, түсініп тұрсың? Бұл абсурдность вещи деп аталады да. Сондықтан да мен айтпағым, неге олар үйтіп сұрақ қойып жатыр? Олардың сұрақ қойып жатқаны бұл дүниедегі тапқан түсініктерін сай, осы түсінік кімде деп ойлайды? Аллада деп ойлайды да. Сөйтіп ойлап қалды, то что ол сұрақты точно сол, как ол бізде жұмыс істейді, тура сол Аллада жұмыс істейді. Бұл сұрақ изначально дұрыс емес дейміз. Сол сияқты оның алдындағы айтып жатқан нәрсем, адамдар өзінің бұл дүниедегі түсінігімен қалыптасқан нәрсені алғысы келеді да. Мысалы, кішкентай бала ауырып жатыр ма, оның тамағынан, кім айтты саған оның тамағынан? Егер таза логикасы алатын болсаң, оны білмейсің бар. Микроб не түскен шығар, атымен? Емделген шығар. Мынандай айла уәл хукм деген бар. Мысалы, мынау қара ма? Неге қара болып тұр? Өйткені ода қара цвет бар, түс бар, Пока қара түс бола берген сайын, ол қара цветте бола береді, Бұл себебі айла деп аталады да, үкімі қара болып тұру, бұл үкім деп аталады. Енді қараш, Төрбек мысалы өйстіп үкім береді. Оның тамағы ауырып жатыр, ішіндегі заттан дейді. Айта алмаған дейді. Жақсы, ал демек, ол қазір жазылу үшін не істеу керек? Ішіндегі затты шығару керек. Шығару керек, Демек, ішіндегі затты шығарған кезде бірден жазу керек қой. Қаншалықты адамдар ішіндегі затты айтқан кезде бірден жазылып кетеді. Бұны бір тексерейік. Одан кейін ішіндегі атпен ғана затты шығарған кезде ғана жазылу керек қой. Енді қанша бола тамағы ауырып жатқан кезде ішіндегі затты шығармайды да, барады да медициналық жолмен емделеді, емделіп шығады да, бірақ ішіндегі зат шықпайды. Оны тамағы ауырмай жазылып алады ғой. Бұл қалай, қаншалықты жұмыс істейді сенің логикаңда ол? Мынаның себебінен деген қаншалықты жұмыс істейді? Бұл жай әңгіме ғой. Жай әңгіме ғой. Мені өткенде бір қыз сұрап отыр. Шәкіртім ғой. Ұстаз кейде болады, менің ойлаған нәрсем орнап қалады дейді. Сол кісілердің психосоматика демесіне ма? Жалпы да, просто сол түсінікке қатысай болады да.
сол бір сондай бір ерекшелік болуы мүмкін ба дейді да адамда. мынандай бір нәрсе ойлап тұрады и сол нәрсе болып қалады деген Мен сияқты ғой. оның алдында түсіндіріп жатқанмын да, бәрі алладан бәрібір. Не болса да алладан. Ешқандай бір 100% жұмыс істемейді қазір деп ше. Ұстаз, мүмкін ба Алла тағала маған бір сондай нәрсе беріп, мен оны білем болады екен деп. Не болса мен айтам, сол орындалады деп. Мен айтам, жалпы істеу мүмкін, бірақ сен шатасуы мүмкінсің деймін да. Сен сөйтіп ойлап қалдың, бірақ сенде ондай жоқ шығар деймін да. Неге дейді? Мен айтам, кеше айтшы маған ситуацияларыңды. Неге сен, не себеп болды сен сөйтіп ойлауға өзің дейді. Айтады, бірде дейді, мен мысалы үйді сыпырып жүрдім дейді да. Алыс туысқан дейді, алыс туысқан бір 10 жылда бір рет көретін сыпырып жүрдім да, мама қарап, ана кісі келсейші деп айттым дейді да. Ол кісі келді дейді. Бірде дейді, тағы бұл бір оқиға. Бірде дейді, мынандай 3 оқиға айтып берді. Мен айтам, тағы да қандай оқиғаң бар деймін. Сен айтам да, 4 бөлім айтып берді. Мен айтам, сен өміріңде 4 рет сәйкестікпен мен сондаймын деп өкім беріп жатсың ба? Қанша нәрсең сәйкес емес болып отыр ғой. Бұл просто стечение обстоятельств шығар ғой, қайдан білесің сен? Өміріңде 4-ақ рет болған нәрсеге сен сол кезде мен осындаймын деп тұрсың ба? Қанша нәрсе ондай болмайды ғой, дұрыс па? Ол айтады, жоқ болады. Мен айтам, ондайда сен бір нәрсені ойлашы, сол бола ма екен көрейік дейді. Сонда жоқ, өз ой келеді дейді. Мен айтам, енді ол ойың сенің, значит, сонымен совпадать еткен кезде сен айтасың, ол ой келді дейсің, а совпадать еткен кезде ол ой әлі келмейді деп жүре бересің сен деймін да ол. Ақтау болып кетеді. Я, бұл мынандай ереже ғой, Айдархан, что 100% не работает, зачем онда сүйеніп? Егер баланың тамағы ішінде сақталған сөзбен 100% істемесе, зачем оны ескеріп оны вообще? Просто 100% не работает. О, бірде жұмыс істемейтін болса, онда зачем айтып ол мынадан деп? Может, одан емес. Ол уже бұл да ереже. Айтады, «Ма хуа ла я'малу иттар муттаридан 100% ла ю'табару кааннаху сабаб» дейді. Егер бір нәрсемен бар жоқ, мұттарит, 100% жұмыс істемейтін болса, онда ол мынадан деп айту қиын дейді, онда вообще ескермесе деп болады. То есть 99-98% істеп жатса да, сен уже мынадан деп айта алмайсың уже. Не имеешь права. Пустышка болып қалады. Не имеешь права, потому что 1-2% одан емес болып қалуы мүмкін дейді. Ереже бұл да, ол простейший. Тек 100% болған кезде. Я айтасың, мынадан дейсің. Сондықтан да ақыл бар да, ақыл адамда. Енді бұндай сұрақ. Бағана психология, психосоматика болсын, қазір көбінесе әйел адамдардың тарапынан өте қызығушылық көп түседі. Мысалы, менің әйелімде сол психология, психосоматика қатты қызады әлі күнге дейін да. И ол кісіге қазіргі әйел адамдарда, жұптарда көптеген проблемалар болып жатыр ғой. Балалармен, күйеуімен, біреулер әйелмен деген сияқты. Сондай мәселелерде мен ол кісілерге көмектескім келеді дейді. Ол кісіге ислам призмасынан, ислам ақидасынан шығып кетпей, психологияны оқуға қалай оқыса болады? Мысалы, оқырмандарға да сондай сұрақ келуі мүмкін да. Қалай біз қазіргі заманауи проблеманы ислам призмасынан шықпай шеше аламыз деген сияқты. Мен енді қазір айтайын, Айдархан, жалпы қазір психологпен айналысқысы келсе, бәрі сонымен қоса олар өздерін мұсылман ретінде қабылдап, ақидадан бұзылып кету мәселесін, фихтан кетіп қалу мәселесінен қорқатын болса, бірінші кезекте оларға ақида мен фих мамандығын оқу керек деп ойлаймын. Бірінші школа ол ақида, фих. Әлбетте, егер сенің негізің дұрыс болмаса, зачем сенің психологияң? Егер сенің негізің дұрыс болмаса, ақидаң дұрыс болмаса, енді сенің басқа дін өкілдерінен не болса, басқа бір адасқан топтардан қандай айырмашылығың бар сенің? Еще сен қазір психолог ретінде біреуге бір нәрсе айтайын деп жатсаң, психология неге қатысты? Бұл оның адамның ішкі жан дүниесі, ақылында болып жатқан ой процестері ғой негізі, иә. Былайша айтқанда, сенім мәселесі ғой, иә. Неге сеніп, неге сенбейді. Сол үшін де исламға келіп тіреле береді ғой қайтадан. Сенім мәселесі ғой, психология. Енді сенім мәселесі болмаса, сен қазір психолог ретінде оны үкім айтайын деп жатсаң, сенімге қатысты үкім бұл ақидада, маған сен деген әңгімеде, сен егер ақидада информацияң болмаса, болмайтын болса, ауадан берейін деп жатсың ба?
Қаяқтан берейін деп жатырсың? Батыстың білімінен берейін деп тұрсың ғой примерно. Примерно батыстан беруі мүмкінсің, бірақ батыстікілер тоже мен айтайын, Мұсылманы бар, мұсылман емесі бар. иә, ол бір бөлек. Екіншіден мен айтайын, батыстың идеологиясы, не болса батыстың сенім бір қалыптасқан психологияда сенімдік бір жүйесі исламға 100% қарама қайшы демесем де, бірақ көп 90% қарама қайшы исламға. Бұл жерде культура көп нәрсені білдіреді еще негізі. Бағана сіз айтқандай ғой, көбінесе бір-екі жағдайлар кеп қалады да, и сонымен уже үкім беріп сөйлей береді. Ол дұрыс емес та. Бұл жерде ереже керек, бұл жерде ақида маманына келіп сұра, тағдырда мынандай болып жатыр, не істеймін? Мен шәкірттеріме естіп үйретемін ғой, ақиданы оқып жатқан шәкірттерім, сендер уже психолог бола аласыңдар любойың деймін да. Сен маған келші проблемамен, мен саған айтып беремін, басқа түскен жамандық бұл Алладан ба, Алладан емес па? Және ол жамандыққа Алланың қаншалықты қатысы бар, сен Алланы қанша кінәламайсың, кінәламайсың деген сияқты мен саған түсіндіріп беремін. Одан кейін бұл жамандық қаншалықты саған сенің өміріңе әсер етеді, және қаншалықты сенің бұл процесте сенің нең бар, үлесің бар бұл жамандықта деген сияқты мен саған ақидамен қойып беремін да. Так, мынау бар. Сен осыған сену керексің. Былай істесе бола ма, мысалға ақида фиқх ілімін оқып, бір дәрежеге жеткізіп, одан кейін батыс білімін алса, психология деген нәрсені алып оқыса, фильтрдан өткізеді ғой уже. Болады, бірақ бұл жерде енді үкім тұрғысынан емес, жеткізу сол шариғаттағы қалыптасқан ақидалық және фиқх үкімдері бар ғой, жеткізу жолдарын үйренілсе, методтарын иә, болды. Аблай батыс психологиясы белгілі бір үкімді біздің үкімнің орнына алып келе алмайды. Негізі айлмун нафс дегеніміз бізден қалған нәрселер ғой негізі. Мен ана түбі соған келіп тіреледі. Конечно, мен мысалы адамның ойында болып жатқан процестерді мен қанша кітаптардан көрдім, қалай сипаттайды екен. Мысалы Мухасиби деген ғалым бар, ол әдемі сипаттайды адамның басында қанша қалай процестер болады екен. Ибн Нуджайм деген ғалым бар, Ашбахун Назауир, фиқх кітабының ішінде адамның басында қалай күнәлар, қалай нелер, ойлар пайда болады, жаңағы жүректің аурулары, иә, сондай нәрселердің бәрі қай жерде болады деген сияқты нәрселердің бәрін қарастырып кетеді. Одан кейін мен Ниброс деген ғалым бар, шейх Шарх Ақойды Тафтазани деген нені шарықтаған кітапты, ол ғалымның адамның басына процестер қалай прям үсті бөледі. Мысалы бір мысалын келтірейінші, бір ғалымның қалай бөледі екен. Соң сен маған айтасың психология не емес екен. Жақсы. Ол айтады, адам дейді, бастың полушариясын үшке бөледі. Полушар емес, бастың полушарын үшке бөледі. Мынау бар дейді, мынау бар дейді, мынау бар дейді. Үшке бөледі да. Бірінші бөлік, ортасы, соң артқы бөлік. Бұлай. Жоқ. Мынау домалақ қой басың. Иә. 1, 2, 3. Бұл түсін. Сөйтіп бөледі да. Соң айтады, мына жерде негізі дейді, сенің сезім мүшелеріңе қатысты информацияның бәрі осы жерде орын алады дейді. Лобная часть. Иә, сен мысалы көріп тұрсың ба мені? Иә. Мені көріп тұруыңа себеп болып тұрған қалай менің тұрым алдына өйткені? Менің суретім қалай шығып, қаяқтан шығып тұр саған? Менен ба? Жоқ, мен көзім. Көзің ба? Иә. Көзің сені қалай? Көзің ішінде мен суретім тұр ма? Или мен тұрғаннан кейін сенде сурет тұр ма? Мен тұрмын ба? Иә, сіз тұрғаннан кейін. Менің суретім осы, менен шығып тұрам, менің суретім саған? Иә. Қате. Сенің менің суретім қазір сенің мына жеріне шығып тұр. Иә. Мына жерден шығып. Иә, мен отырған жоқпын. Мен отырмын, то есть, бірақ өйткені көз дегеніміз бұл қазір айна ғой. Сенің көзің қазір маған қарай направлять еткен ғой. Ол саған өзіңе қалай әкеліп береді мені? Ол бұға менен өтіп кету керек қой сенің көзің. Иә. Түсініп тұрсың ба? Бірақ бүйтіп картинаны мына жаққа жіберді. Иә, көзде сонда кристалл бар, который мынаған алып кеп, бірақ бұл құр информация, бұл код қой, который мына жаққа барады, и менің образым сенің мына жерде қазір, сенің миың көріп тұр дейді. Ниброс айтады. Мына жерде менің суретім қалыптасып тұр дейді. Демек, сен қазір бір сен сезгенде, дәмін көргенде, қолмен ұстағанда бәрін қайқа жиналады дейді. Мына жерде де. Ол процестердің бәрі, мынау дәмін татқан кезде тәтті мындай емес дейді. Тәтті қай жерде болып жатыр дейді? Мынау болып жатыр дейді. Енді ол айтады, осы жерде болып жатқаннан кейін дейді, мынау информациялар кішкене арт жағына қарасаң, кішкене жүрсең, осы жерде сақталынады дейді. Бұл жерде бөлік қойма бар дейді. Информацияның сақталу қоймасы бар дейді. Бұл информациялардың сақталу қоймасы не үшін керек бізге дейді. Ниброс айтады. Бұл керек бізге, потому что мен сен көрдім ғой.
так амандасамыз кетем де ертең көрген кезде не деймін саған? Ассалаумағалейкум, мен атым Нұржан деймін ба, әлде Айдархан қалайсың деймін ба? Айдархан қалайсың? Бұл ертеңінде мен сені танып тұру үшін керек дейді. Өйткені адамдар бір-бірімен нетпен байланысқа түсе алмай қалады дейді. Память қой. Иә, өйткені бұл болмаса память дейді, бұл сен ары қарай жүре алмайсың дейді. Енді бір ойлар болады дейді. Сен мына ойдың мені көруің, мен ертеңінде еске түсіріп алуым, болмаса сен қазір мысалы екеуміз қоштастық қой, үйге барып көзің жұмып мені елестете аласың ба? Иә. Сол дәлел дейді, сені сүйретіп мына жақта болған дейді да. Түсіндірсің ба? Сен ол дәлел дейді. Енді осы жерде сақталып тұрған дәлел дейді. Енді мына жағына артқа қарай баратын болсаң дейді, ол жерде мынандай нәрселер орын алады дейді. Сенің қаламайтын ойлар бар дейді. Сенің қаламайтын ойлар бар дейді. Мысалы, сен кейбір ойлар бар, саған келіп алады, байқайсың ба? Сен сұрамайды ол. Басыңды айналып жүріп алады. Сен ойлардан құтылғың келеді. Мен басым шаршап тұрады дейсің. Бір проблема болғанда, бір не болғанда, болмаса бір зинаға шақырып тұр, бір нәпсің келіп алады ғой бір ойлар. Темекіні тастап жүргенде қайта-қайта не келіп алады ойға? Сол темекі. Ол өзі қалап тұр ма ойдың келуін? Жоқ. Қаламайтын ойлар бар дейді. Қаламай еріксіз ойлар келеді. Иә, еріксіз ойлар келеді дейді. Ол сондай еріксіз. Ол екінші часть па? Ол мына жағындағы часть дейді. Бірақ бұны ғалымыз, мен тағы да бір ғалымда атын ұмытып отырмын. Бұл да толықтырады да осы моментті. Өйстіп айтады. Бұл ойлар, қаламайтын ойлар бар ғой бізде негізі. Бұл ойлар әсіресе қуатты болады дейді. Егер сенің дене мүшелерің бар ғой, қол аяғың тынышталған сәтте дейді. Сондықтан да дейді, адам жататын кезде дейді, ана ойлар максималды келеді дейді. Адам өйткені көзің тынышталады, жаңағы көрмей ештеңені әлек болмайсың да, информациямен әлек болмайсың. Қолың тынышталады, аяғың тынышталған кезде анау сені тыңдамайтын ойлар максималды келеді. Кейбір адамдар ұйықтай алмайды ғой, білесіз ба? Өлім келіп жатыр маған, өлім ойлап жатырмын, ұмыта алмай жатырмын деп. Сол тыңдамайтын ойлар ол дейді. Бұны ғалымдар көп жағдайда уәсуәс шайтанның уәсуәсі дейді, осыны дейді. Пайғамбардың хадисін білесің ба, анау кейде күфір ойлар келеді деп біреу келеді ғой. Күфір ой келіп қалады дейді. Сол пайғамбар сөзім айтады, бұл иманның белгісі, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп түкір дейді ғой, білесің ба? Осы ойлар дейді олар. Жақсы ой келсеші. Жақсы ой келсе, жақсы, бірақ ол еріксіз жақсы ой ретке келмейді ау. Жақсы ой сен өзің ойлайсың кәдімгі отырып. Не істесем болады деп. Армандайсың сен. Бұл арман. Ол арман сенің ықтиярыңда көп жағдайда. Бұл да бірақ қашан арман сен қуатты шегіне армандай аласың. Егер сен қол аяғың бәрі, көзің бәрі демалған кезде сен уже арманның прям пикіне жетіп армандай аласың дейді. Бұл арманды сен суреттеу үшін сурет керек қой. Бағанағы анақта сақталатын бар ғой. Сол информацияның бәрін сақтағандар сол картинаға айналдыра аласың дейді. Сен машинамен, кабриолетпен кетіп бара жатқаныңды армандай аласың. Бұл арман дейді. Түсініп тұрсың? Мынандай варианттар болады. Кейде дейді, сен мына балған мойныңда сақталған, мен мысалы сені көрдім, жылқыны көрдім, некенің жылқыны, ағашты көрдім, көріп жүрмін ол күнде. Енді ақыл композиция жасай алады дейді. Осыларда мен мысалы Айдарханның басын, денені, жылқысы дененің деп елестете аламын ба? Жоқ. Көзің жұмыс елестетші. Елестетіп отырсың. Неге күліп тұрсың сен? Өйткені елестеп тұр да сен. Сенің ақылың сол мәселеті жасай алады дейді уже. Композиция. Иә, бұл ақылдың күші дейді. Қара сен қалай зерттеп жатыр ол ғалымдар. Бұл сен жай не деген емес ол. Енді деді, осының бәрін алып келе дейді. Тағы да бір нәрсе бар баста дейді. Бұл бағана біз айтқан ақыл бар дейді. Фильтр ма ол? Фильтр. Енді осы кезде не істейміз дейді. Біз түсіндік, баста көп ой қалыптасады екен, біреу тыңдайтындар, біреу тыңдамайтындар. Бізде проблема болып жатқан тыңдамайтындар ғой, өйткені тыңдайтындарды сен уже өзің ойламасаң болады да. Тыңдамайтындардан қалай құтыласың деген кезде сен просто ақылыңмен үкім бересің. Бұл дұрыс емес ой деп галочка салып қоясың болды дейді. Сен оны бастан шығарып салдық нетпе дейді. Ойламаймын, бекер дейді. Өйткені ол сені тыңдап келіп жатқан ой емес қой дейді. Ол кетіп қалмайды дейді. Сен просто басында жүрген кезде оған галочка жүріп қой. Так, мынау дұрыс емес ой. Жүре берсін. Просто сен ол дұрыс емес деген біл дейді. Мысалы, адам темекі тартқысы келіп жүреді ғой. Темекі тартқысы келіп, басыңа қойып қой галочка дейді. Темекі тартқан дұрыс емес. Бірақ ол ой жүреді да ол. Зинаға бару. Сен зинаға бару деген ой жүреді да, бірақ сен галочка қойып қой. Бұл ой қазір басымда жүрген дұрыс емес ой. Кейбір мен басымда жүрсе де, сен оны прям сол ойдың артынан еру шарт емес дейді. Ибн Жайм айтады бұны дейді.
Бірақ ол просто жүре берсін деген идеямен жүре берсін басында дейді. Сөйтіп ол өзі бір күн кетіп қалады дейді. Сен оны тыңдамасаң дейді. А көп адамдар қателік жасайды дейді. Мен ол ойды ойламаймын деп ол жеңе алмайды ол дейді. Оған үкім берумен дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан дейді. Егер саған сені тыңдамайтын жаңағыдай жаман ойлар келетін болса, не істе деген? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бұл не деген? Қарай ма? Иә. Бұл не деген сөз? Сен ол ойға үкім беріп қоясың, бұл дұрыс емес ой. Түсініп тұрсың? Иә, түсініп. Сондықтан да көп мынау апатия, ВСД, висудо-сосудистая дистония деген аурулар бар, анау психологический, ана нервға адам өліп бара жатыр, тахикардия соғып жатыр деп сондай бір сеніп барып мынау жүрегі соғып жатқан сияқты, бірақ больницаға барса бәрі дүп-түзу деген сияқты бір психологический аурулар бар негізі. Солардың көп жағдайда болып жатқаны осы ойлардан, уасвастың артынан еруден негізі. Маған осы 3-4 күн бұрын келді. Мысалы адамдар өз-өздеріне қол жұмсап қоятын адамдар, олар да сол ойлардың келуінің әсерінен. Бірақ олар алданды. Мен саған қалай айтайын? Оларды внушать етеді, то, что оларда выбор жоқ, и жын оларды управлять етіп жатыр деп ше. Бірақ бұл внушение. Егер ол түсінетін болмаса, то, что оларда выбор бар екенін, олар алданбас еді. Мен айтпағым не? Кейде сен мысалы айтады ғой, манипуляция дейді ғой. Мысалы, манипуляция дегеніміз не нәрсе? Сені паған бірсе жасатып қойған сияқты, бірақ ол қалай жасалып жатыр? Сенің қолынан алып, сені біреу барып жасатқызып жатыр ма? Жоқ, былай қарасаң, ол просто сені сендірді, то, что сен солай артынан жасайсың деген сияқты. Бірақ ақиданы білген адам, ол жүк тоқтайтын еді, жоқ, бәрі Алладан ғой дейтін еді. Просто ол қару жоқ та ода. Значит, біздің проблемамыз, бізде фильтр ақида жоқ, білім жоқ. Надандықтан болып отыр. Көп жағдайда иә солай дейді. Абу Муайна Насафи өзінің тәпсир Адила еңбегінде айтады, анау оқыған кезде, Құран оқыған кезде, деп жын шығады ғой, сіз білесіз ме? Деп бұл жерде жын сөйлеп жатыр ма, адам сөйлеп жатыр ма дейді. Соңғы сен жын сөйлеп жатыр десең, әрбір іс-әрекетте қуат болу керек та. Мысалы, әрбір іс-әрекетте сипат болу керек. Мысалы, сен сөйлеушісің ғой. Сен неге сөйлеушісің? Өйткені сенде сөйлеу сипаты бар да. Түсініп ба? Енді анаяқта сен жын сөйлеп жатыр десең, жында демек сөйлеу сипаты болу керек дейді да. Ол жын ғайби нәрсе, ода сипат тұрмайды дейді да. Демек сөйлеу сипаты кімде тұр дейді? Адамның мойнында тұр дейді да. Демек Абу Муайна Насафи логикалық тұрғыдан жын сөйлеп жатыр деп айта алмайсың сен дейді. Бұл адам, өйткені сипат, сөйлеу сипаты адамның бойында тұр ол дейді. Жында тұра алмайды ол, өйткені ғайып нәрсе ол жын дейді да. Енді онда біз неге жын деп жатырмыз? Өйткені жын уәсуәс қылып отырған. Былай айт. Анау еріксіз ойлар келіп отыр ғой. Ол ойлап тұр, то что болды. Ақида білмей тұр ғой. Контроль жасап отыр деп ойлайды. Мен сондықтан жынмен жын шығып сөйлеп жатқан адамға айтамын, сен спокойно тұрасың да. Жоқ, мен сөйлемеймін десең сөйлемейді ол. Осы ештеңе істей алмайды негізі. Бірақ анда біртүрлі қорқынышты дауыстар шығып кетеді. Ол қорқытады, ол үрейлетеді. Уәсуәс қой. Мен сенің құлағыңа неше түрлі нәрсені дыбыстармен мен сені қорқыта аламын ғой. Құр внушениемен. Ол соның процестер орын алады ол. Бірақ хақиқи тұрғыдан келетін болсаң, ешкімді мәжбүрлемейді. Алла хаким. Сен егер біреу жын оны мәжбүрлейді десең, не болмаса тағы да басқа бір аурудың себебі мынау десең, жігіттер әділдік қайда? Ертеңгісін барады да біреу барып өлтіреді ғой біреуді. Мен емес деп айтады. Жын дей салады болды. Кішкентай баланың тамағы ауырып тұр ғой. Ол бала емдемейді оны. Әке-шешесі тұрады да не істейді? Сен ішіне не бар тығылған? Айт бол. Сен ішіне оны емдеу керек та оның негізі бар. Ол ертеңгісін бәрі сөйте бастайды ол. Түсініп тұрсың ба? Бұл вообще логика ақиқаға қайты сай емес нәрселер да. Психосоматикамен емдеуге болады деген мен айтам, бәрі Алладан. Мейлі ол дәрі болсын, мейлі ол психосоматикаң болсын. Алла қаласа айтады, кейбір маған өйстіп айтады да, неге онда кейбір психосоматика жолмен емделіп жатыр? Хараммен де емделіп жатыр ғой адамдар. Бұл нені білдіреді? То, что бұл бір нәрселерде емес, ем Алладан. Просто Алла қаласа жазылады, Алла қаламаса жазылмайды. Сен сыналып жатсың деймін да. Тем более психосоматика конкретный бір себеп жоқ ояқта, ауадағы нәрсе ғой. Ой. Мысалы, дәрі ішсең конкретно бір себеп бар да, байлап қойған оған. Алла Тағала мысалы отқа жандыратын сипат береді. Белгілі бір шөптерге сол бір эффекті береді да, жаратқан сөйтіп та енді. Психосоматика ауа ғой. Ұстаз, мынандай бір сұрақ та, белгілі бір Құранның аятын алады да, мысалға инна ма'ал усри юсра деген сияқты мысалға айтады да. И дәл сол аятта мысалға әрбір қиындықтан кейін бір жеңілдік бар деген мағынаны алады да, өзінің
түсінігімен адамдарға түсіндіріп береді, бірақ ол жақта ешқандай жаман жаққа бұрмалайтын жер жоқ, типа дұрыс жағымен түсіндіріп беріп отыр да, бірақ өзінің ойымен түсіндіріп Дұрыс мен емес. осылай түсінемін Дұрыс деп. емес. Вот осы қатты дамып кеткен. Айдархан ешкім Құранның аятын ей Немесе хадис. Дархан ешкім өзінің ойымен аятты тәпсірлеуге не имеет право. Ол айтады, Ешкім, прям ешкім. ешкім Сізде. жоқ, мен де немеймін. Мен біреу айтатын болса, мен айтамын, кім айтқан? Имам Тахауи айтқан, имам Джассас айтқан, имам Самарқанди айтқан деп айтамын мен. Ғалымдар да енді Абу Ханифа айтқан. Сен, Айдархан, мысалы, қазіргі уақытта біз кімдерді представлять етеміз Құран шарықтайды деген? Абу Ханифа сияқты мәселе емес қой, Самарқанди, дұрыс па адамдар емес. Сен шарықтайсың, ол мен шарықтаймын, Сен білесің ба арабтың? Жоқ. Как ты имеешь право шарықтауға? Әртүрлі мағынасы болуы мүмкін деген Сен как ты имеешь право? Бұл сенің өзіңнің жеке просто исламдағы 0 іліммен келіп тұрып шарықтап жіберейін деп тұрсың да сен. Сен қалай имеешь право? Мен ғана кейбір вайнерлерге таңғаламын, исламский болып жүрген бар ғой. Исламский вайнерлер жүр қазір. Кәдімгі вайнерлер, бірақ исламға жақыншы. Мен исламда, мен даже біреуді көрдім өткенде, баяғыда көрдім, бірақ 4-5 ай бұрын. Мен исламды қатты білемін. Мен шариатты қатты білемін деп сөйлеп отыр да анау. Мен білемін, менен сұраш деп. Не тәжвид дұрыс емес, не аннан естіген, мынан естіген, 1-2 медресе, хотя бы 3 жыл медресе оқысаң да сен түк білмейсің негізі. Отырып, мен негізі исламды қатты білемін. Сен көріп пе едің ол видеоны? Жоқ, көрмедім. Сен көріп пе едің? Біреу анау, бұл известный мен. Сұрашы менен исламды. Мен білемін, мен қатты білемін негізі деп. Ол түк білмейді да негізі исламға. Ол исламды есінде білмейді ғой. Сен тұрып исламды білемін деп айтасың. Ана достан ананы естіп алған, мына достан пайғамбар салсам сұраған кезде кім саған ең жақын адам, анаң үш рет дегенді естіп алған. Мына жерге барған кезде пайғамбарымыз Абу Бакр мен Омармен жүрген кезде осындай деген әңгімені естіп, бітті ол сол ислам дейді ол. Ой алла, ол қанша ілім жатыр да ол. Мен енді әрбір әріптің, мынаны қараш, мына не кітап, мына көріп түсіп тұр ма мына негізі? Мынау не кітап, мынау тұрайын ба? Тұрсам түсіп тұр ма? Қараш. Умдатул Қари деген кітапта Бұхари шархы. Мынау қанша том? Мынау 25 том. Бұл жігіттер әлемнің кітабы. Айдархан, мынау әлемнің бүкіл ілім жинаған кітап емес. Бұл мынандай бір кітаптың түсіндірмесі. Бұл хадис қана. Біз әлі фихты айтып тұрған жоқпын мен. Мен нені айтып тұрған жоқпын. Еще бұл бірақ ғалымның тәпсірі да, осындай ғалымның, мынандай тәпсірді жазған ғалымдардың мыңдар бар да. Сен тұрып айтасың ба, мысалы мынау Биная, Хидаяның шархы. Мына фих. Қанша томында? 16 том. Бұл фих. Мынау хадис 24. Бұл бүкіл ілім емес еше, бірақ ғалымның да ойы бұл. Мысалы мынау Хидая, Маргинанидікі. Не кітап бар? Мынау Ихтияр, мынау Имам Мусилидікі фихтан. Мынау Хашат ибн Абидин, полный емес еше мынау. Хашат ибн Абидиннің ғалымның ойнесі фихтан. Мынаның бәрін істеп жүр деймін да, мынаның бәрін. Біз мынаның бәрін оқып біте алмай жатырық та, сен тұрып мен исламдан бәрін білем дейсің ба? Или Құраннан тапсыр бересің деген сияқты. Сен айтам, сен не арабша білмейсің еще. Біреулер бар да, не арабша білмейді тұрып. Негізі бұл жерде мағынасы былай ғой деді. Біз не істеп жүрік мына жақта? Отырыңыз ұстаз. Жоқ, мен отырмаймын деп. Соны айтып атқаным. Мен таңғаламын вообще адамдар. Бүгінгі уақытта мен даже нейтрал сөйлесейік деп отырық қой жаңағы салафиттермен. Бұл хадиспен Құранның аятымен үкім беретін бауырларға вообще таңғаламын. Ты кто такой хадиспен үкім береді деп айтқым келеді да. Сен кімсің сен? Кім едің? Даже кейбір браттар бар, барып сұрақ қойсаң, сейчас брат дейді да, Гуглге жазады да, Гуглдан хадис шығады, переводы орысша тұрады, а вот брат хадис стоит же дейді. Сен не істеп жатсың деймін да, сен не істеп жатсың, Құдай ау. Хадис стоитің не, өзі орысшадан оқып тұр. Адамның ақыл істеу керек қой. Алла Тағала Құранда айтады. Фасалу ахла зикрин кунтум ла та'ламун. Білмейтін болсаңдар, білім иелерін барып сұраңдар дейді. Әмір. Білмейсің ба Айдархан? Өз ойыңнан перме. Барда кімнен сұра деді? Білмейсің. Мамаңнан сұра дейді. Болды ол. Даже кейбір мен
өзіміздің осы ислам ілімінде жүрген ағаларымыз да бар. Менде үлкендер ұстаздар болғаннан кейін кейбіреулері не болған жаңағы жастар үлкен болғаннан кейін сыйлайсың, бірақ кейбір даже үлкен ұстаздардың өздерін ойларын айтып қалған жағдайда сынға алынып жатады да. Мен айтамыз, неге сіз өйтіп хадисте шарықтап жібердіңіз? Олар болмайды ғой. Неге бүйтіп үкім беріп жібердіңіз? Неге фиққа айтпадыңыз деп. Оларға әңгіме айтамыз да. Ана жерде вообще білімі жоқ адам. Мына жерде вообще түк білмейтін да, үлкен оқып келген кісі ұстаздарымыз сөйтіп айтып жүргенде, ұстаз бұл сіздің өзіңіздің ойыңыз ғой деп алмаймыз оларды. Бізге давайте не алып келдіңіз деп ше. Сен тұрасың да өзіңнің ойыңнан былай дейсің. Бұл қалай бұл? Мен өткенде Төребекке айтып отырмын бірақ ұстаз. Мен айтамын, қандай шариғи ілімің бар деймін да. Жоқ шариғи білімім дейді. Енді бір медресе деп айтпадым ма, есімде жоқ әйтеуір. Мен сен шариғи білім болмайтын болса қандай имеешь ты право етіп сөйлеуге дедім. Қандай сен, мен сөйлей алмаймын да оны. Дәжжал адам емес деген қалай кетті дейсің? Сөйтіп айтып па еді? Иә, подкастында бар. Дәжжал ол мына қазіргі телефон, интернет деп. Енді ол негізі өзінің негізі саяси тұрғыдан ұстанатын тобының негізгі идеялары, кейбір топтар бар қазіргі уақытта бізде естіп айтатын. Бұлар неоны жақсы көреді. Қандай топтар? Енді шулатпай ақ қояйықшы қандай топтар деп, бірақ өзі біледі өздері қандай топ екен. Соны нео идея жамағаттар жақсы көреді, жамағаттар жақсы көреді. Дәжжал бұл не емес, бұл тахриф деп аталады ақидада. Бірде бір ғалымдар, бұрынғы классикалық ғалымдар, матуриди мазхабынан, ашари мазхабынан, который муътабар ахлу суннадан есептелінетін ғалымдардың біреусі де дәжжал бұл мағынауи нәрсе деген айтылмаған. Конкретный адам. Иә, бұл құбыжық ретінде қарастырылады, осыны. Кәдімгі асыл хадисте қалай сипатталады, солай сипатталады. Бұл тахриф, бұл ақиданың бай бұзу. Бірақ енді бұл андай атиқодтардан емес, андай уәжіп болмаса ақида тұрғысынан қатғай, сен дәжжалға сенбейтін болатын болсаң кәфірсің деген тұрғыдан емес бұл да. Онда сенімдер емес. Бірақ бұл ақиданың ішіндегі бір сенімдердің бір фуру дейді, асыл сенімдер бар және тағы да қосымша сенім бар, сол сенімдердің ішінен болып есептелінеді. Енді бұл сені как минимум бидғатшылық қылады ғой. Бұл мәселеде дұрыс сенбеуің, сен мұсылман болып қала бересің, бірақ бидғатшылық қылады. Ұстаз, сізге соңғы бір-екі сұрақ қояйық, сонымен уже уақыт келіп қалды. Жалпы қазіргі уақытта осындай психологтардан, ислами психологтардан білім алып, 2-3 айлық курсын өтіп, адамдарға бағанандай консультация беріп жатады, өзінің обучениесін сатып жатады да, мысалға, именно осы сенім мәселесінде. Ол қаншалықты дұрыс, және де осылай адамдарға бидғат деп жатыр ғой, сол жаңашыл ойдан келген нәрселерге сеніп қалмас үшін адамдарға базовый не нәрсені білу қажет, и психология қызып жүрген адамдарға қандай, сіз айтсыз ғой, бір ғалымдарды басты зерттеген, сол сияқты осы дұрыс жолдағы психологияны бір-екі не тастап кететін дейші, комментарийға ма бір. Түсіндім. Айдархан, бірақ енді бұл оңай дүние емес негізі. Мен айтып жатқан информациялар бұл қанша жылдар бойы былайша айтқанда қажырлы еңбек деп айтпай қойшы, бір өзі күндіз түні кітап оқып жатқандай. Бірақ қанша жылғы бір оқығанның нәтижесінде ана жерден табылып, бұл кітап жоқ мында, чек мына жерде жиналып тұр ғой деген сияқты. Бәрі айта салатын ба? Мынандай кітаптың ішіндегі бір бөлігінде тұратын дүние ғой, сен мына кітапты оқып шыққан кезде сен мынандай дүние бар екен дейтін дүние да ол. Түсініп тұрсың ба? Бұл кәдімгідей бұл үлкен еңбекті талап етеді. Рисали Нур деген ше қазір хит болып отыр ғой көп. Қай тілде? Рисали Нур деген. Қай тілде? Жоқ, қазақша, орысша бар, екеуі де бар. Есімес пе Рисали Нур туралы? Жоқ. Енді мен айтпағым. Жаңағы психолог, егер бірінші сұрағына келетін болсақ, 2-3 ай курс оқып алып мамандардан деген сияқты, Айдархан, лучше возможность есть тот, который 10 жыл ақида оқып, 1-2 ай психология курсын оқып алып, психолог болып кеткен лучший вариант, чем психологты біраз жыл оқып, 2-3 айда ақиданы и фихты сіңіріп аламын дегеннен қарағанда да. Сондықтан мен әрбір шәкірттеріме ақида оқып жатқан айтамын, сендер негізі психолог бола аласыңдар спокойно деймін. Сәл анау батыстың методтарын үйреніп алу керек. Методтарын үйренбесең де конкретно өзіңнің бір методтарың бар шығар, конкретно миыңа тығып берсең, ақида бұл психология ғой, былай келген кезде негізгі түбі. Негізі ақида сенім ғой, сенім бәрі сенімге келеді. Сен просто сенімге, мені психолог десең болады. Сен сұрашы, менен қанша адам келіп консультация алады.
Тегін. Қанша тегін келіп кететін бар, бесплатно. Қанша бір сағат сізде консультация? Жоқ, онда қойылмаған ғой. Бірақ оны іздеп келеді. Мен негізі сатпаймын ғой. Бұнымен айналыспағаннан кейін, сатпай қашып жүргеннен кейін, шәкірттермен айналысқаннан кейін оны бір бағасына қоймайсың да. Кеп қалатындар кеп қалады, действительно. Стап қалады. Мен ана сабақ беріп жатқан кезде, ана көңіл баракта ағаштың астында отқан кезде тап қалады. Кеп тұрғаннан кейін қайтара алмайсың уже. Сізге қойған сол қызықты бір андай сол өзінің проблемасымен психологқа келетін қандай проблемамен мен саған ауқымды? Қызықты емес, қызықты қазір көп отыра алмау. Мен саған последний айта салайыншы. 2-3 күн бұрын ғана келді. Бір кісі келді, айтты, қазақтың ұлты емес уже. Кореянка ма бір бәле, который ислам қабылдаған. Сол, короче, оған тұрып, не бір ойдан бір ой, бірге, в общем, чувствован дұрыс сезінбеген, сөйтіп бір жын шығарушыға барған, оның ішінде жын бар деген. Сөйтіп бұл уже действительно сол бұзыла бастаған, Құран оқыған сайын деп ішіне шығатын болған. Сөйтіп өмір сүрдім дейді. Умраға барып келдік, умраға барып келгеннен кейін дейді, ана жынымды біліп жүрмін ішінде, кейде шығып кетеді дейді, кейде нетеді дейді, сол келіп отыр сөйтіп. Мен айтам, не өзімен өзі шығып кетеді деймін да. Енді ол мүмкіндік бермейді, енді мені господствовать етеді деп тұр ғой, енді қалайша айтқанда былай властвовать етеді, управлять етеді. Қате түсінік. Мен айтам, сен соған сеніп алғансың деймін да. Сен негізі сап-саусың ғой деймін. Сап-сау демекші, ол жын менде де бол, ол уасуас менде де бар да ол. Ол уасуас сенде де бар да. Түсініп тұрсың ба? Бәрімізде уасуас бар негізі. Просто екеуміздің айырмашылығымыз, мен ақидамды білем да, то что Алла Тағала маған біреуді барып управлять еткізіп, бір істеткізе алмау. Алла Тағала хаким, дана, ондай істемейді ол. Бізде ереже бар да сондай. Таклифул ажиз деген бар. Саған бірде сені міндеттей ма, егер сені шаман жетпесең? Сұрақ. Егер сен Алла саған өлтірме десе, бірақ тұрап саған ішіне біреу мәжбүр кіріп барып өлтіріп тастайтын болса, онда зачем саған Алла Тағала өлтірме дейді? Онда сен шаман жетпейді екен да, онда управлять етуге. То есть бұл жерде логика ақидадан шығады да көп. Мен анаған айтып жатырмын, Алла дана, сен сап салсың. Просто ана идеядан ол мені властвовать етеді, ана уәсуасына әбден көніп қаласың сен да. Оның уәсуасын қабылдама болды. Нормально өмір сүрсей, немене қиналып жүрсің деймін да мен. Сөйтіп емделіп кетті ма? Кеткен олар сондай ғой, прозрение өстіп болады оны. Көздері ашылады дейсіп айтқан кезде. Да дейді да, бірақ шайтанның уәсуасы оңай емес ол кейде. Сен бір-екі шаг кетеді ғой қарай, тағы да жан жақтағы жолмен, а может это так, а может это так, а может оны шеп істеді. Көп уәсуаспен тұрады да, қайтадан бұрынғы дәрежеңе әкеп қояды ғой. Шайтанның уәсуасы оңай. Емделудің жолы? Ақида. Білім, ақида, жаңағы негізгі Құрандағы дем салу бар ғой. Құранда тоже таухидқа Аллаға алып келу ғой бәрі. То есть дем салған кезде бәрі жақсы болады, Алланың қалауымен деген сияқты нәрселер бәрі. Жігіттер, мысалы сен бағана айтып жатсың ғой. Тағы не сұрақ қойдың? Айдархан ой құдай. Сол примерно енді тағы да сұрағын қойса, мен ұмытып кетсем жауап берейін. Айтпесе примерно сол сұрағың жауабы осы ғой деймін. Иә. Айтпесе қазіргі уақытта адамның ақылы істеу керек қой. Мынандай дамыған заманда, мен білмеймін, әлі де өткенде мен бір видео көріп тұрмын. Мен баймын деп жиналмаған адамдар. Трансформация деген 4 күндік. Ой Алла дедім, мен действительно не істеп жүр бұлар? Жылап па? Жылап жүретіндер бар қазір. Түсініп тұрсың ба мені? Я сол ғой әңгіме, мен енді есі дұрыс адамға түсінікті ғой бәрі, ақылы бар адамға түсінікті бәрі да. Эмоция, ойбай, мен негізі кім? Айдархан есіңде болсын. Егер қандай да бір ақиқатты ақыл тұрғыдан, ақылың сен мынау дұрыс емес деп тауып тұрса, оны дұрыс емес нәрсені ақылың дұрыс емес деп тауып тұр ғой, эмоцияның негізінде дұрыс қылып жүруге болады да. То есть всегда қарайтын болсақ, мынандай ақиқат емес нәрселерде эмоция, то жылау, то сенің бір ішкі задевать ету. Ақиқат емес нәрселерді. Иә, мысалы келтірейін. Маған бір жігіт келді да, несі тұрғыдан этнический мұсылман дейді, білесің ба? Андай, ұлты мұсылман. Қазақтар мұсылман деген. Қазақ емес кеп тұрған, бір шешен, әкесі шешен, мамасы таджик па, мұсылман ғой екеуі де. Сол айтады маған,
тоже келді, бір келіп жатқан біреусі ғой, дос алып келіпті. Мен христианствоға неге дейді, насраниға дейікші. Насрани дініне, насрани дегеніміз жаңағы дін. Сөйтіп, я не себеп болды деймін. Сол дінге кіріп кеттім дей ма? Я сол мен тастадым дейді. Бірақ намаз оқыған оның алдында, мен не себеп болды десем айтады, өйткені мен ақиқатты сол дін деп таптым дейді. Онда ақиқат, вопрос ақиқата, я? Енді значит, ақиқатты немен таптың деген сұрақ туындау керек. Бағана айттық, ақиқат немен табылады дедік, Айдархан? Бағана сезім мүшелерімен. 3 нәрсемен дедік, я? Ұмытпа. 3 нәрсемен. Дін бұл ғайби нәрсе. Ғайби нәрсенің ақиқаты ақылмен табылады. Бағанағы сезім мүшелер бұл сезілетін нәрселер ғой. Иә, ол демек ақылмен табылады да дін. Мен айтамын, сен немен таптың оның жаңағы өзің насрани дінінің дұрыс екенін деген кезде айтады, мен таптым оны. Короче, ол былай дейді оқиғасы. Ауырдым дейді. Ауырдым дейді. Күні бойы дұға қылдым дейді исламда. Дұға қылдым. Жоқ. Дым болмады. Ем жоқ дейді. Насрани дініне бардым дейді. Жазылдым дейді. Айтам, демек, сенің қазір ақиқатты анықтау құралың бұл қай жерде жазыласың сол ақиқат. Дұрыс болып тұр ғой енді. Болды. Енді біреу сенің дінінен, насранидан шығып, басқа бір дінге кіретін болатын болса, және сол дінде жазылып кететін болатын болса, сенің дұрыс емес болып қалады ғой. Өйткені сенің ақиқат табу құралың сол болып тұр, я? Деймін оған. Ол ойланады. Өйткені олай болу мүмкін ба? Мүмкін ғой, әбден мүмкін ғой. Демек, сенге дұрыс болмай қала ма сол кезде дегенде ол ойланады. Неге ол ойланып тұр? Өйткені тоже қателік. Ақиқатты анықтау үшін қолданып жатқан құралы вообще ол емес те. Біз біреу айтты ма? Исламға келсең жазыласың деп. Кейбіреулер бар қолданып жүрген. Исламға кешейш, брат, жазыласың. Кім айтты? Уәде берме онда жазыласың деп. Бай боласың деп па? Берме, кедей боласың адам будет. Кім айтты саған ислам ақиқат? Намаз оқысаң, успешный боласың. Кім айтты саған ондай болады деп? Кім айтты? Стоп, мен осыны айтамын. Кім айтты? Қайдан білесің сен? Неге? Өйткені ақиқатты анықтау сен бай болуыңмен, біздің дін ақиқат өйткені бай боласың ба? Жоқ. Өйткені жазыласың ба? Жоқ. Ақиқатты анықтаудың құралы не дедік? Ғайби болды. Ақыл дедік. Сен ақылмен келсейші, біздің дін неге дұрыс емес екен? Маған келіп ақылмен айт. Так, исламда мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мен ақылым бойынша осы сондықтан дұрыс емес деп. Мен саған дәлелдеп берейін. Так, ақылым бойынша менің дінім былай дұрыс. Логикалық тұрғыдан кеш ма? Мен саған менің дінім қалай ақиқат екенін айтып берейін. Аллада Құранда мынандай аят бар, я? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Мұхаммад дейді, бала шағаңды алып шықты, аналармен спорлас дейді. Басқа дін өкілдерімен дейді да. Өйткені саған Алла сондай мұсылмандарға рахымдық, мейірімдік. Сенің дініңді, Айдархан, логикалық түрде өте түсінікті дін қылып қойған. Прям ақылға қонымды ғой ислам. Страшно қонымды ғой ақылға. Сен ана Ахмад Зидат деген білесің бе? Жоқ. Сен ютубта қарасайшы, Ахмад Зидат деген спорлары бар негізі. Спокойно логикалық түрде бүкіл діндердің бәрін қиратып шығады. Ислам мұсылман, кәдімгі диспуттар. Сенің дінің ақиқат екен ақылмен түсінеді, Айдархан. Мен ана жігітке түсіндіріп жатырмын да. Ал енді сен маған, мен қазір өзімнің ислам екенін, Құдай жалғыз, оның осындай сипаттары бар деген, мен саған қазір логикалық түрде страшно түсіндіріп беремін деймін да. Қойып беремін мен саған қазір. Ал ғайби мәселелер ше? Қандай ғайби? Ғайып болған мысалы, біз Алланы көрген жоқпыз. Оны ақылмен, айтып тұр ғой, ақылмен танылады. Тоже ақылмен. Ақылмен, ғайби нәрсеге, ғайыпты білу үшін ақылмен. Ол ғайып, мысалы, қараш, сен мына зданияны көріп тұрсың ба? Иә. Көріп тұрсың. Қазір көзің, сенің өз сезім мүшең қазір көзің бұл зданияның бар екенін қазір үкім шығарып тұр, бірақ бұл зданияның демек салушысы болған ба? Болған. 100% ма? 100%. Көрдің ба? Жоқ. Ар жағында ғайыпта сен оны неменге шығып тұрсың ол жарға қарай? Ақылың ғайыпты. Көре алмайтын нәрсені сен ақылың дополнительно тұрды. Значит, мынаның салушысы болған дейді. Сол сияқты ғайып. Алла ғайып па? Демек оны сен немен табасың? Ақылмен. Сен жүрегің соғып тұр ма? Түк. Демек жүрегің бұл здания сияқты ғой. Енді сен кім соқтырып тұр бұны? Ар жағында біреу бар да, ғайып көрінбейді, бірақ оны сен немен көріп тұрсың? Ақылмен. Ақылмен көріп тұрсың. Біреу соғып тұр оны. Әдемі. Түсініп тұрсың, бұл логика таза. Енді мен жаңа не туралы айтып жатыр? Құдай-ай, осындайым жаман, мен бір нәрсе айтып отыр.
қолым неге былай тұрды деңіз. Сен кімсің вообще деп. Соны мен айтып жатқаным. Ана жігітке айтамын да. Енді менің дінім қазір ислам, ақиқат екен, мысалы логикалық тұрды. Любойын алып кеш деймін. Папаң бар ма, жаңа кім бар? Оқығандарың кім бар? Туысқандарың бәрін алып кел. Исламға қатысты әңгімең болатын болса, мен өзімді қойып беремін деймін. Қандай довод алып Папаң болғанда имамдар папа деп аталмай ма олардың сол? А, Имамың папа, бар, иә. имамың бар ма, кім бар? Соны алып кел деп атырмын ғой енді. М. Білім жетпейді анау деп атса. Мен қойып беремін қазір. Енді ол маған айтады да, мен білім жетпейді дейді. Мен айтамын, болды, я готов деймін да, алып бер, кімің бар қазір? Мен сөйлесейін. Ислам дұрыс емес жерін көрсетсін, мен логикалық тұрғыда неге мысалы Құдай біреу болу керек, үшеу емес деп айтамын мен. Құдай үшеу бол деген логикаға қайшы нәрсе ғой. Мен айтамын, енді сенің дініңді көрсетіп берші маған. Ақылы тұрғыда дұрыс екенін. Андай сезіммен емес ақылы. Соңын тұрады айтады, ну это ты не поймешь дейді, маған түсінбейді дейді. Сен сезіну керексің деп тұр Сен ғой. жақсы көруің керексің дейді. Жақсы көру сезім ба? Сезім. Жақсы көрген кезде ғана сен ана минустың бәрін ұмытасың да, просто қарамай сен сеніп кетесің. Ол бар ғой бізде, мысалы жас кезінде адам үйленіп, сен жас қаншада үйлендің? 20-да. 20-да ма? 20-да сен вообще минус көрмейсің ғой әйеліңнен, қызыңнан. Идеально. Идея 100% минустың бәрі жоқ. Неге? Жасында эмоция ұрып тұр да, сен жақсы көресің да сен. Енді түсіндім сіздің айтып жатқан нәрселеріңіздің бәрін. Енді сен ана 30-40-қа үйленбеген жігіттерді қарашы, щепетильный, маған бір досым келіпті негізі. 30-дан асқан ғой уже. Үйлену қарастырып жүр ғой, бір қызбен кездесіп келіпті. Не болды десем? Шай құйған ұнамады. Щепетильный да. Неге? Эмоция кеткен ғой. Чисто логика. Логикамен, уже ақылмен да. Минустарды көре алады да уже. Психосоматикада да сондай болып тұр ғой. Психосоматика эмоция ғой таза. Бұл діндердің бәрін өткізе алмайсың сен, жаңағы бүкіл кімің бар, жаңағы психосоматикаң бар, жаңағы балгерлерің бар. Неге эмоцияның негізінде деймен шығарады ғой болды. Ол әйелдер жұқ болатын сол да, анау балгерлерге, сиқыршыларға анау эмоцияның негізінде сен ақылға айтып табады да, енді адамда енді ол қателесетін деп ше ол. Түсініп тұрсың ба? Сондықтан да сондай моменттер болады. Бұл сен ақиқат нәрсені сен немен выталкивать етіп жүресің? Эмоциямен. Бірақ мен енді біздің дін эмоция емес. Біздің дін кімдерге? Ақылдыларға. Ақыл иелеріне. Ақыл иелеріне. Бұл эмоция жоқ деген сөз емес. Мен бір несінде осындай сөз жүргізіп жатқанда жазып жіберіпті комментарияға бір жерге. Эмоция да керек қой. Эмоция керек те, әлбетте. Эмоция керек емес деп ешкім айтып жатқан жоқ. Бұл иманның көтерілуі деген сияқты мәселелер басқа нәрсе. Менің айтпағым, үкім берген кезде, бір нәрсенің ақиқатын тапқан кезде сен эмоцияға негізделмейсің. Бір нәрсенің ақиқатын тапқан кезде сен неге негізделесің? Ақылға. Осыны айтпағым болды. Таза ақыл. Бұны ақида ғалымдар айтып кеткен. Асбабул ма'рифатил хақаиқ саласа дейді. Ақиқатты білетін нәрсе. Қайсысында? Мына жақта ақида кітабы бар ма мұнда? Мен қазір оқып берейін осы жерде. Қайсысында ақида кітабы бар ма? Ана жақта бар ма екен? Прям сөйтіп жазылып тұрады. Ақида бұрынғы классикалық еңбектерде имам Таухид, имам Матуридидің бәрі Таухид кітабы ма сондай болатын. Арқан. Прям классикалық 1000 жыл бұрын, 800, 900 жылдың кітаптарында есіп жазылып тұрады. Хақойқул, Насафидің шарттары болмаса, ма'рифатул хақойқул ашяса асбабул ма'рифатул хақойқ саласа дейді. Ақиқатты білетін құралдар бір үшеу деп келеді. Еңбектің бәрінде бар. Сезіммен көп ойланатындар сол әйел адамдар ма деп ойлап қалдым ғой қазір. Пайғамбар саллаллаху айтып кеткен да оны. Сол психосоматика деген темаға әйел адамдар көп кіріп келіп отыр ғой. Әйелдің эмоциясы пайғамбарымыз давно айтып кеткен ғой. Хадисті білмейсің ба? Жоқ, айтайын. Пайғамбар саллаллаху бір күні Мединадан шығады да, хадисте сөйтіп келеді, бұны имам Құтлубаға усул фиқ еңбегінде алып келеді. Бүгін шығады да, өйстіп бір әйелдер қауымы жиналып отырады, сөз қастарына өтіп тұрады. Ей әйелдер қауымы, мен жәннатты көрдім, пайғамбар сөйтіп айтады да, ол жерде шашы ұзын, төстерінде өркеші бар адамдар көп болады, яғни әйелдер көп болады тозақта деген сияқты. Деген кезде өйткені хадистің аяқ жағында мынандай келеді. Әйел дейді еркектен діні және несі ақылы қысқа дейді. Хадис есіп келеді. Өзің естіген шығарсың бұл сөзді. Әйелдің ақылы қысқа деп келеді ғой негізі. Иә. Еркектен қарағанда деп ше. Еркекке хикмет берілген. Сөйтіп сондай. Бұл хадисте бар да.
сол кезде арасында бір әйел тұрады да, алланың елшісі қалай, сол кезде діні және несі қысқа дегені, ақыл қысқа деген. Пайғамбар соны тәпсірлейді. Діні қысқа дегенім дейді, әйел адам өмірінің жартысын құлшылық өтпейді дейді, жасамайды дейді. Білесің бе неге? Өйткені хайыз келеді. Хайыз дейді. Діні қысқа еркектен дейді. Екіншісі дейді, ақыл қысқа дегенім дейді. Бұл прямой смысле ақыл қысқа деген сөз емес. То есть еркектен қарағанда ақыл қысқа, менен қарағанда сенің ақылың қысқа деген сөз емес дейді ғалымдарымыз. Бұл әйел, менің ақылым бар және меніңнен бар эмоциям бар. Сенің ақылың бар, сенің эмоцияң бар. Әйелдің ақылы бар және әйелдің несі бар? Эмоциясы бар. Әйелдің өзінің эмоциясы жоғары тұрады өзінің ақылынан қарағанда. Сенің ақылың жоғары тұрады да еркектікі, чем эмоциясынан қарағанда дейді. Бірақ ол әйелдің өзінің эмоциясынан ақылы қысқа болғанмен де өзінің эмоциясынан. Ақылың дәрежесі сенің ақылың дәрежесінен көп жоғары болып тұра беруі мүмкін. Ол дәреже мәселесі. Ол басқа мәселе. Бірақ бұл жерде әйелді преобладает эмоция деген сөз ғой бұл жерде. Бұны қай жерден ғалымдарымыз түсінді деген кезде, мұны мынандай жерден, өйткені пайғамбар айтады, ақылы қысқа дегенім дейді, бір куәгер еркектің орнына екі әйел дейді да. Сөзі түсіндіріледі. Неке жиған кезде? Жоқ қандай, тухма, никахта да бар ол. Тухма деген ана бір уголовный процесте фихта бар, сондай бар. Уголовный процестерде тоже сол. Бір әйелдің бір еркектің орнына екі әйел жүреді. Никахта да бар ол. Өстіп түсіндіреді да, бірақ бұл қалай түсінік болады деген кезде ғалымдарымыз айтады. Еркек дейді, бір нәрсеге көрсе, эмоцияға берілместен қалай көрді, соны айтып бере ала ма? Айтып бере алады. Әйел адам көрсе, эмоция преобладать етеді ғой. Бәлкім эмоцияның несіне таюы мүмкін дейді. Аяйды. Көрді бірақ кейін аяу түрін көрген кезде, қойшы кешіре салайықшы болсын. Әйел, сен телевизор көріп отырғанда кім бірінші жылайды? Сен ба, әйелің жылай ма? Әйелім. Неге преобладает эмоция? Сол да ол аяйды. Сен тұрысында айтасың, ақылмен тұрысында, кино ғой дейсің. Отырады да жылап отырады. Неге еркектер постоянно неге прикол ұстап жүреді сериал көріп отырған әйелдерге? Өйткені ақыл олар тұрады да сериал ғой дейді. Әйелдер тұрады да не эмоция да. Осы негізде шығып отыр да. Просто бұл жерде әйел эмоция. Енді менің айтпағым, көп жағдайда осындай нелерге балгер, сиқыршы, қатты сеніп жататын көп жағдайда әйелдер ғой. Байқайсың ба? Иә. Көп жағдай еркектердің не шаруасы болмайды, не болмаса уақыты жоқ жұмыс істеп жүрген, болмаса психосоматикаға сеніп жататын анандай еркектер ғой, короче, в общем, эмоциональный еркектер ғой, былайша айтайыншы. Эмпатильный. Иә, қыздарға ұқсайтын еркектер деп айтпай ақ қойшы, астағфирулла, Алла кешірсін. Бірақ сезімтал еркектер. Сезімтал еркектер да енді. Еркек айтпесе еркек та. Мен де сезімталмын да просто. Білемін ғой сен сол сезімтал. Сезімтал болып барып кейін еркек болдың да енді. Иә. Енді мен соны айтпағым. Қандай да бір нәрсені ақиқатты, ақылың ақиқат емес деп тауып тұрса, оның негізінде жауып жібере алады. Эмоцияның негізінде жауып тұрып, ақиқат емес та, ақиқат деп қабылдай салуға болады да. Бәрі эмоция. Бәрі жаңа Төребектің движениесінде эмоция ғой толып тұрған. Сол үшін атып отыр ғой видеолар. Сол эмоция да, эмоция. А сен қазір ақылы тұрғыда бір десеңші, сен ешкім тыңдамайды. Мен шәкірттеріме айтамын, ілім білесің бе ол не? Ілім бұл без эмоций. Қай сен мәжілісте тұрып, вау, күшті, дедім, бұл ілім емес. Бұл просто эмоция. Кино. Нету, төмендету, жоғарлату. Ал ілім, математика, алгебра кітаптар бар ма үйде? Бар. Оқисың ба? Алтыншы класста неге оқымайсың? Вообще қызық емес қой саған. Ол ілім ба бірақ? Ілім. Сол ғой ілім негізі. Бірақ сен романтиканы оқисың, детективті оқисың, иә? Неге? Философияны оқисың. Неге? Эмоция. Бірақ ілім қайсысы? Сол ма әлде математикаң ба? Математика. Математикаң. Ілім без эмоций бұл. Ілімде эмоция болмайды. Мен шәкірттерім ұйықтамайды енді, ұйықтатпаймын да. Бірақ анау действительно ұйықтататын әңгіме да, анау просто үкім себеппен шығады. Себептің түрлері, вообще мынандай жоқ та, бүйтіп қалғанда, сөйтіп қалғанда алдынан нұр шыға келді. Әулиелер, ұшып баратсың. Әңгіме жоқ, онда әңгіме болмайды ол. А мынау адамдардың бәрін ілім деп ойлап жүргені, бұл эмоцияның негізінде жасалған, бұл ілім емес бұл. Ілім міне, мынаны оқы, мынаны оқымайсың. Кітаптар бар ғой, қыздар, ашқан кезде ұйықтайтын. Вот сол ілім. Эмоция. Сондықтан да фихта мынандай үкім бар. Қази қатты ашуланған кезде қазылық етуге болмайды дейді. Өйткені ашулану эмоция ма?
эмоция. Қазылық дегеніміз дұрыс үкім шығару ғой, ақылмен. Эмоция кедергі жасайды дейді. Иә, хадис риуаят етіп жатқандар, риуаят етуші де тоже эмоцияның негізінде риуаят етпеу керек. Сол үшін де оларға куәгер не істейді екен ғой, иә? Иә. Ол оны ақылы түзу деген сияқты. Куәгерлер ізденеді. Бірақ менің айтпағым, біздің дін ақыл діні. Енді ақыл діні деген кезде, біз ақылға не ізденеміз, бір сөйтіп түсінеді да, жоқ, айтпағым, шариғат бұл мына үкімдер, фиқи үкімдердің бәрі бар ғой, мақұл, өте ақылға қонымды. Бірақ бұл шариғатта мынандай сөз емес, мен мынаны кейбір жансақ ойлар бар. Егер шариғат саған былай деп тұрса, сен тұрып, менің ақылым былай деп тұр. Ақыл шариғат, Нұржан, дін бұл ақыл деді ғой, значит ақылдікін алу керек, шариғаттікін алмау керек деген. Бұл ақыл емес. Бұл тоже сенің жаңағы Төребектің движениясы ғой, короче. Бұл қашан сенің ақылың дұрыс деп табу керек. Сен Алланы ең білімді деп бекіттің ба? Ақылмен? Демек енді саған Алла тұрып былай десе, сенің ақылың ол емес деп тауып тұрса, сен оның алдында бекітіп қойғансың, Алла білімдірек сенен. Значит, Алланыкін алда ұстан деп. Сол идея. Сол бағанағы әйелдер сезімтал дегенге мен не үшін ол нәрсені айтып отырмын. Осы айттым ғой, әйелім психологияға қызығып, соны қазір бір ұстазбен оқып жүр да, ол кісінің ұстазы бағанағы темаға кішкене жақындау екен. Мистика ма? Иә. Андай күшті бір сөздерден бір күшті мағына шығарып ала береді да, короче, отырып алып ша. Эмоция ғой, эмоция. Әйел адамға түсіндіре алмай қоясың, отырып, жоқ, олай емес, олай қабылдамас просто деп. Оған қандай дәлел бар деп. Мысалға бір сөзді айтайыншы сізге. Адам шынайы шүкіршілік ете алады тек шынайы рахаттанған кезде. Дегенді қалай түсінесіз? Так, бұған ақылы тұрғыда дәлел сұралыну керек та. Так, бұл Құраннан алдың ба, Ибн Касир, Абу Ханифа айтты ма? Бұл не болды? Бұл қалай? Егер менің ойым практикамнан шықты десе, практика қаншалықты результативно 100% ілім береді та. Солай екен. Практика ешқашан 100% бермейді. То есть практика 10 адамға жасалынады да, 10 адамның негізінде бүкіл әлемге бере салады да үкім. Бұл өзінің өміріне өткен сонда практикасы басқа біреуде болу шарт емес қой ол. Енді сөзіне мән берейікші. Ол естіп айтады. Не дейді? Шынайы шүкіршілік тек қана шынайы рахаттанған кезде ғана болады дейді. Все. Бұл негізі ол кісінің мағынасын айтпайын сразу. Ол мынандай мағынада меңзеп тұр да. Адам шынайы комфортта бүйтіп, ешқандай проблемасы жоқ, машинасы үйі бар, короче, өзінің финансовый потребностьтерін жапқан, сондай шынайы рахаттанған кезде шүкір, альхамдулилля деп айта алады деп жатыр да, шынайы. Ол болмайды деп тұр да, короче. Өте қате. Сол психолог ұстаз айтып тұр ғой соған соны. Ақида мамандарында айтып жатады. Әлемде жаман заттар жаралған ба? Иә. Өлім деген бар, маса деген бар, шағып кетеді сен. Ауру деген бар ма? Бар, иә. Сол хикметтен айтады. Бұны как, например, кім деген ғалым айтады. Естіп айтады да, жаман заттардың жаратылуы не хикмет? Алла жаратты жаман заттарды. Иә. Қандай пайда бар? Дәрежесін көтеру мақсатында. Миям ләмиши, Абу Муайна Насафи, Абу Баракат Насафи ғалымдарымыз осы еңбектерді алып келген кезде, өзінің еңбектерінде неге жаман заттар жаратылды, өлім неге жаратылды деген кезде көптеген хикметтерді алып келеді. Сол хикметтердің бірі ретінде адам шүкіршілік қылу үшін дейді. То есть жаман заттар сен қиналғанда шүкіршілік қыласың дейді олар айтады. Наоборот емес, рахаттан емес дейді. Ол қалай? Прямой қарамай шеп тұр ғой. Иә, сен қараш, сен қашан өзіңнің денсаулығыңның қадірін білесің? Ауырған кезде. Ауру болмаса сен денсаулығың қадірін бағалай аласың ба? Жоқ. Бағалай алмайсың да сен. Сенде постоянно колбаса сыр болатын болса, сен колбаса сырдың қадірін білесің ба? Жоқ. Қашан колбаса сырдың қадірін білесің сен? Жоқ болған кезде. Болмаған кезде. Енді ол кісі қазір бәрі бар, сенде постоянно сол кезде рахат. Болмау керек сенде. Сол кезде сен рахатты сезінесің. Просто дәлелсіз. Сондықтан да мен айтамын, әрбіреу айта ма, қайдан алды? Өзінің ой ғой. Логически өз түсініп алған. Логика ма ол еще ол? Логикада емес, ол жансақ логикада. Енді сол, ол логика деп ойлады, бірақ ол логика емес негізі. Сезіммен айта салды. Мүмкін сезіммен айтып тұр, иә. Бірақ мен өзім сөзімді ғалымдардан алып келе аламын. Разница осы да. Енді айтпағым, қандай да бір адам, оны басында айттық қой, қандай да бір, өткенде маған бір шәкіртім отыр, естіп отыр.
негізі үйленген кезде дейді, осыны әңгіме отыр. Негізі үйленген кезде сразу діндар қыз алу керек екен дейді. Неге десе, өйткені мен үйленіп кейін түзеп аламын деген әңгіме бос әңгіме екен, болмайды екен ол дейді. Неге деп қасыма бір апамен сөйлесіп отыр. Мына кім отыр ана? Ержан деген жігіт отыр ана, сол сөйлесіп отыр. Аман сен болып пе аман келді ме? Или сен емес па, елік па? Сөйлесіп отыр да. Сөйлесіп отырып, соны анаған мен бір шұқылап отырмын, екеуісі мына сұқыл ғой, мен мына жақта отырмын, екеуі сөйлесіп отыр. Өйткені дейді, неге десе, өйткені дейді, бізде ауыл жақта бір аға дейді, үйленіп дейді, сөйтіп әйелін дұрыс емес кезде алып, кейін түзеп аламын ғой деп, әлі түзей алмай жүр ғой дейді. Бұл бірақ оқиғаның негізінде кәдімгідей бүкіл болмысқа үкім шығарып тастаған ғой, алмау керек екен оказывается деп. Неге сен шештің? Мынандай ықтималдық жоқ. Біреу үйленбеген кезде алды да, кейін дұрыстап алды. Неге ықтималдық жоқ? Ол не деп айтады? Өйткені дәлелім жаңағы аға оқиғасын айтып берді ғой. Бірақ оқиғаны әкеліп тұрсың сен дәлелге. Дәлелді бағалай білу керек. Қоғамда қазір бізде дәлелді бағалай алмай қалған. Кейде бір салафиттердің кейде бір ана қарның ашитын жері анау жақсы бір сәкетін дәлел сұрайтындар да. Брат, какой дәлел сұрау жақсы негізі сам по себе кейде ше. Грань бар ғой өзінде. Конечно, өзің. Сондықтан саған біреу келіп өзің ойын тығып жатыр ма? Айдархан, сен просто тұрды айт. Қайдан алдыңыз де? Мен ана шәкіртке айтып жатырмын. Сен бұны сол кезде бірақ адамның ойын негізіне шығарып тастадың ба үкімді? Сен өзің бағалашы деймін да үкім беріп жатқаныңды. Сен мынандай үкім беріп жатсың. Әйелді сразу діндар алу керек екен, өйткені діндар алмасаң түзеймін деген әңгіме бос екен деп вообще бүкіл жағдайға үкім беріп тастады да. Мен айтамын, ненің негізінде, бірақ оқиғаның негізінде ме естіген? Бағала дәлеліңді. Бір оқиға дәлел бола ма бүкіл ситуацияға, Айдархан? Болмайды да бұл. Адамдар өзінің травмасына еще көп нәрсені айтады ғой. Өзінің басынан өткен оқиғаның бәрінде сондай деп шығара салады да. Сондықтан да ғалымдар тыңдаған дұрыс. Ғалымдар не істейсің құрсын? Сен қазір өтірік ұрғаннан қарағанда масхаб бәрі тұр дайын. Масхабта бәрі фихпен үкім шығарылып тұр. Усул фих деген үлкен ілім бар оны. Оның жерде мен айтып тұрмын ғой, сен сөздің мәнісін түсінбей қаласың. Кейбір бауырларымыз бар, Құранның аятымен шығарады. Сен айбара, ишара, дилалату нас, ихтидау нас деген түсінбегенсің сен. Мәжаз, хақиқи, киная, сарих деген түсінбегенсің. Бұлардың бәрі сөзге влиять ететін нәрсе да. Содан кейін мынандай нәрселер бар. Хос, умум, муштарак, муауал деген бапта. Қайда? Мен көрсеттім ғой, Айдархан, мынау даже бар ғой, бір әлемнің шеті де емес. Мынау ислам әлемдегі миллионның бір бөлігі емес мына кітап, 25 том. Жоқ, сен қалай сен үкімнен бересің сен? Ұстаз, сізге заключительный сұрақ. Сөйтші. Самый последний деп айтайын. Сөйтші. Жалпы қазіргі қоғамда психологтар жауап беріп жатқан сұраққа ислами тұрғыдан жауапты кімнен іздейміз? Ислам мысалға айтайын ба? Ислам керек па? Мысалға айтайын? Иә. Тура бағана психологтарға қандай запроспен келеді? Мысалы, менде бағанағы ситуацияны қайталасайықшы. Балам көп боқтайды, или дұрыс емес ортамен араласады, или наркотик шегеді, либо күйеуім мені тыңдамайды деген сияқты бір запростармен келеді ғой. Дәл сол запростарды психологқа емес кімге барып шешкен дұрыс болады? Иә, егер әдетке қалыптасатын нәрсе болса, денсаулыққа емес. Онда шариғи мамандарға келіп, жалпы насихат немесе үкім алуға болады. Егер денсаулыққа қатысты болатын болса, зачем оған фақих? Врачтарға бару. Врачтарға барсаң емделсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның оқиғасы бар мынандай. Мединаға келеді, енді көшіп қойған ғой. Психология керек емес болып тұр ғой, былайша айтқанда. Керек емес айтамын. Керек болғанда қалай енді? Негізі керек емес былай келген. Айтпағым, пайғамбар саллаллаху алейхи Мединаға бірінші келеді да, бұл хадис. Ол сахих хадис көшіп. Бірақ Бухарида ма, Муслимда ма, қайсыда келеді екен есімде жоқ болып тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи Мединаға келеді, Мединаға келгеннен кейін Мединада финик көп қой, көп кішкене жасыл ғой Медина, Меккеге қарағанда. Сөйтіп ана негізі финиктерді өсіру үшін аталық пен аналықты бірге қоса ма, сондай бір десесі бар бұның. Бір өзі бар да. Сөйтіп сол Медина халқы соны бірге жасап жатқан кезде пайғамбар қасынан өтіп баратып, бұны неге жасап жатсыңдар дейді да. Енді отырды да пайғамбар сөзін тыңдайды да. Действительно неге жасап жатыр бұны? Бәрі Алладан емес па дейді барды. Пайғамбар айтты ғой, зачем жасап жатыр? Пайғамбар сөйтіп айтады, бұны неге жасап жатсыңдар дейді, кетіп қалады. Соның кейін барып, аналарды айтады, дұрыс, действительно Алладан ғой, зачем оны деді да, түседі да.
Содан кейін барып ол пісетін уақыт болады да. Пісетін уақыт келген кезде финик шықпайды, короче. И бұлар тұрды жиналып пайғамбар саллаллаху алейхи келді, айтады: Алланың елшісі, біз жасап жатыр, сен бізге келіп несін жасап жатсың, жасамай ақ қойсаңдар болады ғой деген сияқты айттың. Біз жасамадық, ештеңе шықпады дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: әй, мен сендерге жасамаңдар деп айтқан жоқпын. Мен бұны неге жасап жатсыңдар деп сөйледім дейді. Әнтум ахақу би амаликум. Сендер өздеріңнің жұмыстарыңа қарағанда менен қарағанда қатты білесіздер ғой өздеріңнің жұмыстарың. Мен білмеймін дейді да ол жұмыстарын. Сол үшін сұрадым деп отыр. Иә. Сендер өздерің білмейсіңдер ме жұмыстарыңды деп жатыр да. Менің айтпағым, фақи болмаса ақиданың маманы. Ақида мен фихта проблемаң бар ма, кел. Денсаулықта ма проблемаң? Дәрігерге бар, емдел, қара. Бұл бірінші вопрос. Екінші вопрос, сенің сұрағың мынандай да, әдетті қалай қалыптастыру. Енді әдетті қалыптастыру бәлкім бір мағынауи нәрсе шығар. Бұл енді бір жаңағы материалдық нәрседен емес, жарақат, врачқа баратындай деген сияқты бір сенімдік мәселе шығар бәлкім. Осы кезде ғалымдарға келсең, бұл қиссалар көп орын алған. Осындай уақытта, осындай пәленше ғалымға келіп, өзінің баласы ұрлай береді екенін айтты, қалай емделеді. Сол кезде ғалымдардың жауап бергені насиха ретінде, үкім емес. Бәлкім сен кезінде бір ұрлық жасаған шығарсың, содан тәубе қыл. Бәлкім ол баланы негізі бірсе жетпей жүрген шығар. Еще бәлкім фақих пен мутакаллим ғалым кеп тұрған кезде, сұраған кезде саған тұрып, бұл точно мынадан деп айтса, ол ақидан дұрыс оқымаған. Сенің бағанағы бірінші сұрағың, бізде точно ответ болмағаннан кейін Төребекке кете береді ғой. Точно ответ болмау маған ол анық түрде осындай вопрос. Мен білмеймін ғой неден. Мен саған чисто ислам келіп сұрап тұрсам, мен айтамын, Алла біледі деймін. Бірақ насихат, мынаны көрші, мынаны көрші, мынаны көрші, мынаны көрші деймін. Варианттар. Бол. Ал сен барып Төребекті онда күшті ғой деп айта алмайсың қазір. Онда Төребек конкрет ответ беріп тұр. Төребектікі қазір 100% істеп жатқан жоқ па любом. Оныкін алғаннан кейін. Одан да менікі жақсы болса, мынау деген. Ақиқатта жүресің. Ақыр болмаса енді қайырлысы деп қоя салады. Енді Алладан ғой, бәрі Алладан. Соны мен айтпағым деп жатқаны, айтқым келіп жатқаны, Айдархан, насиха ретінде қалыптасады. Бірақ егер фихи ақида үкім болады болса, точно ответ беріледі. Сен маған келді сұра, кім Нұржан Ұстаз, Алла аспанда ма, аспанда емес? Мен саған точно ответ беремін. Айтамын, Алланы аспанда екен деп сенуге болмайды деймін. Ұстаз, мына жігіттің тамақ ауруы сөйлемегеннен бола ма, ішіндегі тығылып қалған нәрседен бола ма деп сұрамын, мен айтамын да, точно ответ беремін саған. Одан емес деймін да. Бірақ неден деп сұрасам, мен айтамын, может ол инфекция түскен шығар. А может одан болу деген вариант жоқ па сонда? Алла қаласа болуы мүмкін. Бірақ ол содан ба точно? Сіз может деп айта аласыз ғой тоже. Иә, может деп айта аламын. Бірақ содан ба? Ол не деп жатыр ол? Содан деп жатыр ма? Содан деп жатыр. Ол маған Төребек өткенде кездескен кезде сөйтіп айтады ғой, может содан болуы мүмкін ғой дейді. Мен айтамын, может болуы мүмкін. Алла қаласа содан қыла алады ғой, сөйлемегеннен. Қыла ала ма, қыла алмай ма? Қыла алады. Бірақ уже может деген сөз, бұл уже содан деп ол үкім бере ала ма? Бере алмайсың. Содан емес деп те үкім бере алмайсың содан. Бірақ мені қалай содан емес? То есть бәрі Алладан ғой. То есть в итоге түбінде кім жасап тұр ол? Одан болуы. Алла. Ал егер сенің ойың мынандай болатын болса, бұл іштегі сөйлемегеннен точно десең, мен айта аламын саған одан емес деп. Үйтіп 100% апарма деймін. Бірақ может па десең, может, иә деймін. Жоқ, бірақ точно содан десең, жоқ, точно одан емес деймін. Болды. Түсіндің разницасын түсіндің ба? Точно одан болмайды ол. Точно одан болмайды, но мүмкін болады. Мүмкін болуы мүмкін. Мүмкін одан емес болуы мүмкін. Зачем оны сен тогда одан деп айтасың? Бұл ақида. Көп нәрсе ақидаға. И одан кейін сенің ақидаң дұрыс болмаса, Айдархан, сенің құлшылығынан 5 деген сөз естіпедің. Сенім важно. Мен саған простейший фихтық мәселені айтып берейін ма, ақидан важно екен. Сен имам болып намаз оқып, болмаса имам намаз оқып атады ғой. Сен артында оқып атасың ғой. Сен ана имам көрдің да, дәрет алып атқан кезде, сен де дәрет алған ішінде болдың да, аяғын жууды ұмытып кетті, бір аяғын. Үйтіріп имамдыққа шықты да, намаз оқып атыр. Сен артына келіп тұрсың да, намаз дәреті толық па имамның? Толық емес. Толық емес. Намаз дұрыс па демек, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Сен артынан үйіп тұрсың ғой? Иә. Сен сеніп тұрсың ғой, оның имам толық дәреті толық емес екен, иә? Автоматически сенің оның артынан үйғаның намазың дұрыс емес болады. Сенікі дұрыс емес болады. Потому что сен біліп тұрсың. Сен біліп тұрсың, анық. То, что дәрет толық тұрмаған. Енді сен имамға келіп айттың ғой, емеке, сен аяғын жумадың, мен көрдім, сенің намазың дұрыс емес дедің ғой. Имам тұрды:
Айдархан, сен қателестің, мен жуғанмын, сен дұрыс көрмегенсің деді. Мгм. Енді оның ойы бойынша намаз дұрыс болып есептеліне ме? Дұрыс болып есептелінеді. Сенім какой-то. Сенің намазың, сенің ойынша, сенікін дұрыс емес қылып тұр, оныкін Дұрыс дұрыс қылып тұр. А на самом деле жуған. Просто сен Ол сен біліп тұр, мен жудым деп тұр саған. Ол сосын сеніп тұр. На самом деле мен жудым деп тұр. бірақ ол Сен жумаған айтып болса тұрсың, жоқ, сен на самом деле жумағансың. Енді сенің ойынша на самом деле жумаған ғой. Бірақ оның ойынша ол на самом деле жуды ғой. Оның ойынша намаз дұрыс болу керек. Истина біреу ғой. Истина біреу ғой. Бірақ енді екең камера болса барып біле аласыңдар да, имам өзінің ойынан қайталады. Менікі дұрыс емес екен ғой дейді. Бірақ егер ешкім білмейтін жерде болатын болса, анау өзінің ойына қалады, сен өз ойыңда қаласың. Бұл куәгерің болмаса. Бұл жерде имамдікі даже если вдруг олай болмай қалса да, өйткені ол жудым деп ойлап тұр ғой. Оныңкі дұрыс бола береді. Дұрыс бола береді. Ақида влиять ете ме сенім? Осыдан ақ байқасаң. Харам халал қылып жібере ма ақида сонда? Если дұрыс болса? Жоқ, харам халал қылып жібермейді. Жоқ, мысалы намаз аяғы ол жумаған болып тұр. Жоқ, харам халал тұрғысынан емес. То есть аяқ жумаса да намаз оқуға болады деген үкім беру емес қой бұл. Жоқ, аяғын жуғана сеніп тұр да. Бұл жерде значит ол жуу. Харам халал қыл дейміз, аяғыңды жумай да намаз оқи берсе болады деген үкімнен болып кетеді да. Ол баптан емес бұл. Бұл басқа бап. Сенім важна ма? Енді сен қазір Алланы дұрыс сенбейтін болсаң, сен құлшылығынан қандай пайда? Мен барып атқан Төребек не болмаса басқа да бүкіл психосомат не болмаса балгер бәріне айтатын едім. Опасно, ақидадан кету опасно. Сен кететін болатын болсаң, онда сен құлшылығыңнан ертеңгісін қандай болады баға? Ақида важна. Өзіңде кішкене болса да ақидадан бір білім бола тұра, бір психолог мамандарды керегін алам деп қарауға бола ма? Болады. Егер сен ақидаң анық дұрыс білетін болсаң және өзгермейтініне сенімді болатын болсаң. Бірақ ол жерде де тоже нежелательно болар еді, өйткені бәлкім әсерленесің. И одан кейін мен айтатын едім, қазіргі уақытта мен өзімді тығып қалайшы деп қояды. Қазіргі уақытта менің платформам бар, иә? Сол жерде ақида сабақтары бар. Мен өзім түрген. Минималка білем деген адамға сөйтіп кіре берсең болады. Болмаса ютубқа кірсең де қазір бізде Ризабек ұстаздың ба, тағы да көп қой ұстаздар, иә? Ахли-суннаның соның ұстаздардың, Ерсін ұстаздың сабақтары толып тұр мысалы. Сол айта өтейін, осы мәселені пайдаланып бағанағыдай Нұржан ұстаздардың өздерінің платформасы бар, ашқан онлайн медресе. Кез келген адам, бағанағыдай білмейтін адам болсын, бір мүмкін өзінің регионда ондай ұстаздар жоқ шығар білімді, сол бағана онлайн платформаға кіріп, бағанағыдай ақида білімін алып, базасын да определенный моментке дейін қалыптастыра алады. Әдемі, ол жерде бәрін анық, ол жерде айтуға тырысқан. Бұл жердегі 100% пайда? 100% пайда шәкірттерге кетеді. Үй іші ол мизерный ішіндегі еңбектер. Оның ішінде мысалы біз қандай дүние түсірдік та, 60-тан астам сабақ пән бар ғой кәдімгі. Тасауфтан, ақидадан, хадистен, анау адамды 0 деңгейінен біраз білетін дәрежеге көтеретін прям очередный сабақтар шығарған болатынбыз. Негізі ілім алғың келсе, в общем, сол жерден аласың. Сен алмадың оны, иә? Сен көрші оны өзің. Мен алдым, мен әйеліме алып бергем. Енді әйеліңнен сұрашы. Бірақ оны оқысы келмейді да, психология оқысы келеді. Түсіндім, бірақ сен енді ана сабақтар желісіне қарашы. Ана ішіндегі түсірген сабақтарының соның сен сатып алған құнына тұра ма, тұрмай ма сен? 10 теңге ма тұрады? 10 теңге ма? Иә, бір айлыға, бірақ қандай еңбектер ішінде? Сол, айтпағым сол, Айдархан. Сол, ұстаз сізге рахмет. Осы теманың точкасын қойдық деп ойлаймын. Біз ешқандай Төребек мырзаның немесе басқа да бір психосоматолог дейма, стоматолог дейма, жалпы ешқандай адамның затына ешнәрсе айтпаймыз. Төребекке мен затына ештеңе қандай хақым жоқ, бірақ менің бұл ілімді арқалап жүргеннен кейін өзімнің миссияларымның бірі, мен неге оқып жүрмін бұны? Егер мен халыққа тура жолды көрсете, алдыңғыда подкастымыз осындай идеямен шыққан болатын. Егер тура жолды көрсете алмайтын болатын болсақ, бұндай нәрсені неге оқып жүрміз? Бостан-босқа өзімізді сақтап жүрсін ба? Именно осындайда аттарын атап көрсету мақсатында ненің ақидаға сай емес екен. Исламның просто исламға сай емес екен. Төребек жалпы заты тұрғысынан оның жақсы адам екеніне мен күмәнім жоқ, жалпы жақсы адам шығар. Жалпы жақсы әке, жақсы дос шығар. Ода күмәнім жоқ. Тек қана шариғатқа сай емес сөздерін халыққа пайда болу мақсатында айтылған дүние болатын болды. Ешқандай жеке басына менің ешқандай претензиям жоқ. Аты аталғандар болса да ешқандай претензиям ешкімге жоқ. Просто шариғатқа сай емес тұрғысынан баяндаған болатынмын. Мақсатым сол болады.
Жалпы бұл видеоның негізгі мен инициативамен басталды ғой бұл Иә. нәрселер. Негізгі менің мақсатым ойланатын адамдарға шығарылған бұл. Қазір психосоматикаға жатып алған адамдар по-любому өзінікін ақтап шығуы мүмкін. Жоқ, біздікі по-любому дұрыс деп ше. Бірақ ол адамдарға арналмаған да бұл видео. Бұл адамдар андай адамдар отырады да, психосоматиканы тыңдап отырады да, блин, что-то дұрыс емес сияқты мына жер. Ақылды, ақидада бұл қалай болады екен деп ойлап жүрген адамдарға арналған видео да бұл. Қарайды, так, мына жер точно дұрыс емес екен ғой деп, уже көзі ашылады. Білетін адамға уже мына жерде бір жарым сағат бойы біз біраз нәрсе айтып жатырмық да. Неше түрлі примерлермен. Енді бұдан кейін адам сенбейтін болса, ол өзінің проблемасы. Ары қарай енді көреді ғой. Сол, сізге рахмет, Алла разы болсын. Бұйырса келесі бізде видеоларда сәләфи ағымы, сопылық ілімі, сол туралы болатын болады. Сол үшін осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер, өздеріңіздің психосоматика туралы ойыңызды жазып өтіңіздер. Өзгерді ме, өзгерген жоқ па? Рахмет. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.